Анатолий Некрасов «Ана махаббаты». Бұл кітапта ана махаббаты атты ерекше тақырып қозғалады. Ерекшелігі неде деп ойлайсыз? Кітапта ана махаббатының балаға, отбасына, тіпті бүтін қоғамға тигізетін ауыртпалықтары мен кері әсері сөз болады. Әдебиетте бұл тақырып бойынша терең зерттеу жасалған еңбектер бұрын-соңды жарыққа шыққан жоқ. Осы кітап арқылы әрбір оқырман өз өміріне қажетті пайдалы ақпаратқа қол жеткізеді. Кітап барша отбасына оқуға арналған. Алғы сөз. Көп жылдан бері балалармен, ата-аналармен жұмыс істеп жүріп, қазіргі қазақстандық отбасыларда өте көп мәселе барын түсіндім. Солардың бірі ата-ана болудағы сауатсыздық. Ата-аналар маған балаларын қалыпты етіп, қабілеттерін ашу үшін жиі жібереді. Бірақ қызығы сол, қиын бала болмайды, керісінше әр бала қабілетті. Ал қиындықтар ата-аналардың өз қорқыныштарын, шектеулерін, жүзеге аспаған мақсаттарын өз балаларынан талап еткенде туындайды. Шектен тыс қамқорлық пен бақылау, баланы тәуелді етіп қою, жас ұрпақтың психикасына жара салатынын ата-анаға қалай жеткізсем деп ұзақ ойландым. Бірде мені ерекше шабыттандырған, көзімді ашқан қазіргі отбасындағы балалар мен ата-аналардың қарым-қатынасындағы олқылықтарды көрсеткен кітап қолыма түсті. Дәл қазір сіз сол кітапты Анатолий Некрасовтың «Ана махаббатын» ұстап отырсыз. Қызығы сол, есімде бұл кітапты оқып біткен соң автормен танысуды алдыма мақсат етіп қойдым. Содан соң Анатолий Некрасовтың танып білу ғана емес, тіпті шәкірті болуды бұйырыпты. «Ана махаббаты» әлемнің 7 тіліне аударылып, бірнеше миллион данамен сатылғанын білгенімде, бірден қазақ тіліне аударуды ойладым. Арманым орындалды. Бұл кітап сіздің ақылды, мейірімді, перзентін сүйетін ана болуыңызға көмектеседі деп сенемін. Кітапты жақсы оқып бітіруіңізге тілектеспін. Құрметпен әрі махаббатпен, Асхат Абжанов, отбасылық коуч, адамгершілік педагогикасының ұстазы. Армысыз ардақты оқырман. «Ана махаббаты» атты кітабымның қазақ тілінде шығатынына өте қуаныштымын. Ол осыған дейін 8 тілге аударылды, енді міне Қазақстанда жарық көрмек. Демек, тағы бір ауқымды аудитория осынау маңызды да қаделі кітаппен қауышпақ. Яғни әлі талай отбасы тұрмыстық түйткілдерін шешіп, балаларымен қарым-қатынастарын жақсартып, ата-аналық міндеттерін мүлткісіз атқара алады. Әрине, автор ретінде мені бұл жағдай зор қуанышқа бөлейді. Осы кітапты жазған кезде мен оның тек Ресейде ғана емес, басқа елдерде де әр отбасының қолына түспейтін кәделі дүниесіне айналуына армандадым. Өйткені шектен тыс ана махаббаты барлық жерде ұшырасады ғой. Соңғы кезде қазақ отбасында да жиі бой көрсетіп жүргені мәлім. Бұл кітаптағы мысалдардың бәрі өмірдің өзінен алынған, ойдан шығарылған ештеңе жоқ. Өмірдің өзіндей шындығымен ғана осындай құдіретке ие болып тұр. Жұрттың көбі олардың өздерінің бейнесі мен мінез құлқын көреді. Осы тәжірибенің өзі көптеген мәселенің шешімін табуға көмектеседі. Мен Қазақстанда бірнеше рет болып, осы бір таңғажайып елді ұнатып қалдым. Бірінші рет 1972 жылы барған едім. Менен әлі күнге дейін кітабыңыз неге аударылмады деп ылғи сұрайтын. Міне енді соның сәті түсіп отыр. Ел жұртқа және маған осындай сый тартқаны үшін Асхат Абжановқа алғысым шексіз. Кітабымды тағы да талай адамның оқитыны көңілімді көкке өрлетеді. Демек, ізгі ойлы, бақытты отбасылар көбейе түседі деген сөз. Құрметті оқырман, осы кітапты қолға алғаныңыз үшін сізге де ризамын. Тағат тауып соңына дейін оқып шығыңыз. Оның ішінде сізді бақытқа жетелейтін нәрселер көп. Мәртебеңіз артып, мерейіңіз өсе беруіне тілекшімін. Ізгі құрметпен, ықылас білдіруші Анатолий Некрасов. Кіріспе. «Ана махаббаты» дәлірегі махаббаттың жетіспеушілігі туралы танымал спектакльден шығып, метро вагонымен келе жаттым. Шешесінің өз баласын тастап кетуі тақырыбын талайлар қаузады. Иә, мұндай қатыгездік өмірде жиі ұшырасады, бірақ соншалық сорақы қылық емес. Өйткені елеусіз көрінгенмен көпшілік көңіл аудара қоймайтын тағы бір түйткіл бар. Бұл шектен тыс ана махаббаты. Дәл осы жайт адамдарға әлдеқайда көп қиындықтар туғызады. Вагон ішінде отырған мен нақ осы жөнінде ойладым.
Ымырт үйірілген шақ, адам аяғы басылған. Спектакльдің 100 жылдан аса қойылып келе жатқанына және белгілі қаламгер жазғанына қарамастан, қойылымды қарап шыққаннан кейін тақырыптың әлі толықтай ашылмағанына көңілім құлазыды. Сол кезде балама спектакль идеясы бас көтере бастады. Иә, тек идея ғана, оны жүзеге асырудың қандай да бір жоспары болған жоқ. Біріншіден, мен ешқашанда драматургияның оң жамбасыма келер жанр санаған емеспін. Екіншіден, басқа мәселелердің шылауында жүргендіктен бұл тақырыпқа тереңдеуге мұршам жоқ еді. Дегенмен осы спектакльді өзімнің жаза алатыныма сенімдік барын сезіндім. Өйткені маған тақырып тіпті басқаша, әлде қайда қайғылылау, әрі әлде қайда ауқымдылау қырынан жете таныс. Кенет аялдамадан бұрынғы бір пациентіме егіз сыңарындай ұқсас әйел мінгені, бірнеше жыл бұрынғы маған алып келген кездегі киген қап-қара киімі бар. Әлгі әйел ұлынан айырылып 2 жылдан бері қайғыдан қан жұтып жүр екен. Жарқырап күлгенді, жадырап жүргенді көргісі келмейтін, өйткені ұлы өлді ғой. Бұл қиын жағдай еді, оны ешкім құсадан құтқара алмаған екен. Ал менің ұшаққа мінуге 2 сағаттай уақытым қалды. Мен қайғының басты себебін түсініп, оны түйсігіне жеткізе білгендіктен, оның үйреншікті өмірге қайтып оралуына көмектесе алдым. Осы оқиға өмір бойы есімде қалды. Ой түрткі тақырыптың жанды да маңызды екенін, оның мәнісін ашып, адамдардың санасына жеткізу керектігін аңғару үшін, міне сол әйел метро вагонына кіріп келді. Әрине, бұл баяғы әйел емес еді. Мен жазмыштың әр нәрсенің қыбын тауып, қиюын келтіре қоятын шеберлігіне таң қалуды әлде қашан қойғамын. Бұл маған енді айқын ишара еді. Сөйтіп жұмысқа кірісіп кеттім. Жанды ойлар кітабына арналған ана махаббаты тарауы осылай жазылған болатын. Бірнеше жыл өтті. Осы уақыт аралығында бұл тақырып әлсін-әлі бас көтере берді. Көптеген жаңа мысал жинақталды. Мен тақырыпты тереңірек зерттей түстім. Ал әлем менің жан дүниемде сериясының кезекті кітабын жазуға ниеттенген шақта тағы бір рет белгі берді. Солар не туралы жазатыныма күмән қалдырмады. Жалпы шектен тыс ана махаббатының мысалдары жетіп артылады. Тіпті күн сайын кездеседі. Бұл шындығында жаппай етек жайған құбылыс. Сіз осы кітапты оқып отырған кезде көз алдыңызда өтіп жатқан оқиғаларға түбірлей қарап, осы проблемаға жан-жағынан ойлай аласыз. Мысалы, 7 дней журналы поштамен келгені және оның мұқабасына Ольга Петровна, мен тек ұлым үшін өмір сүремін деп жазылғаны белгі емей немене. Мұның да таралымы 1 миллион данадан асады. Мен енді әлгі ұлдың тағдыры қалай болатынын біліп тұрмын. Жарайды, бұл Ольганың жеке мәселесі ғой дейік. Бірақ оның мына дүние танымы бүкіл елге таралады. Ол да көпшілікке үлгі болуы мүмкін ғой. Және де бұған ештеңе қарсы тұрып, қайырым жасамайды. Ешкім тап осындай миллиондаған таралыммен оның өз оң құртып жатқанын айта алмайды. Миллиондаған адамдарды теледидардың алдына жинайтын «Менің отбасым» атты телебағдарламада шектен тыс ана махаббатының бәрін құртып бүлдіретінін, әсері барын тілге тиек етпейді. Бұл жөнінде сірә арналып психологиялық әдебиеттен басқа ешкім жұмған аузын ашпайды, тіпті арнаулы басылымдарда мәселенің тереңіне бойлай бермейді. Кітап жазу үшін Озера қаласына шығармашылық сапарға аттанар күні С қаласынан хат алдым. Онда бір әйел 12 жасар ұлынан айырылғанын жөнінде жазыпты. Хат жолдары әйелдің қайғысынан қайысып тұр. Ұзын ырғасына ұққаным, баланың әкесінен 5 жыл бұрын ажырасып кетіпті. Себебі ол ішімдікке салына бастаған. Хатта ұлына өлшеусіз махаббаты және оны қызғыштай қоритынын аңғарылып тұр. Әйел кез келген нәрсеге қатысты біз дейді, біз емделдік, біз бұлай жасадық, тап осылай кете береді. Қайғылы жағдайға душар еткен шектен тыс ана махаббатының кәдуілгі көрінісі көз алдында тұрды. Осы хат соңғы түрткі болды. Соның алдында маған басқаша бір белгі берілген еді. Мәскеуде аналардың 1-ші халықаралық конгресіне бардым. Ол құтқарушы Христ храмы соборының залында өтті. Бәрі сәулетті залда, қаптаған шетел делегациялары да, өкілетті қонақтары да, сөйлеушілердің маңызды тақырыптары да, форумның жоғары мәртебесі де өте салиқалы көрінді. Осы конгресте сөйлеуге шақырғандықтан
ана махаббаты мәселенің кері әсері деген тақырыпты қаузалауға ұйғардым. Менің топшылағанымдай сөйлеушілердің бәрі тек ана махаббатының бір жағы туралы, ананың зор рөлі жайында ғана айтты да, ешкім әйелдің рөлі жөнінде, еркек пен жұбайлардың рөлі жөнінде де тіс жармады. Құдды бүкіл тіршілік тек ана болуға, олардың махаббатына ғана байланып қалған сияқты. Тіпті православие рухбаны өз сөзінде, «Ау, еркектерді қайда жібердіңдер сонда?» деп қалды. Жиналысты жүргізіп отырған психология профессоры сөз кезегімді ақырын кері шегере берді. Өйткені бұл әйел баяндамаммен таныс әрі менің ұстанымыммен келіспейтін еді. Мен осыны байқап, өзім жөнінде құлағдар еттім. Ақырында ол маған сөз кезегін беріп, мынадай уәжбен алдымды орағытып кетті. Қазір мен бір адамға сөз беремін. Оның пікірімен әсте келіспейтін шығарсыздар, әйтсе де шыдамдылық танытып, тыңдап шығыңыздар деді. Жаман айтпай жақсы жоқ демекші, сол арқылы ол қалғып мүлгіп отырған аудиторияны оятып, менің сөзіме қызығушылықтарын туындатты. Бір таңғаларлығы, шектен тыс ана махаббатының орасан зияндылығы туралы құндылықтар жүйесінде бірінші орында баланың емес, ата-ананың бір-біріне сүйіспеншілігі тұруға тиіс туралы пікірім жағымды әсер етті. Бұл мені қуантты. Бірақ жүргізуші әйел беріле қоймады. Ол менің сөзімнің негізгі постулаттарын дауысқа салды да, қолдаушыларынан айырылды. 1000 адамдық аудиториядан небәрі 2 адам, өзі және көмекшісі ғана қарсы дауыс берді. Мен өз зерттеулерімнің дұрыс бағыт алғанына, ана махаббатының теріс жағы да бар екенін, жұрттың көбі іштей сүйсінетініне, тек соны мына өмірге іске асыру керектігіне көз жеткіздім. Бұл кітап осылай дүниеге келді. Шектен тыс ана махаббаты тақырыбының жаһандық сипаты бар. Тек кей халықта ол басқаларына қарағанда әлсіздеу көрінеді, бірақ ол бәрібір жоғалып кетпейді, әрі әлемдегі толып жатқан проблемаларды туындатады. Отбасындағы ұсақ кикілжің мен ажырасулардан бастап, балалардың өлім-жітімі мен күрделі әлеуметтік қақтығыстарға және қансоқты соғыстарға дейін проблемалар міне. Басты себебі шектен тыс ана махаббаты болып шығатын жағдаяттардың бір парасы осылар. Жоқ, теріске шығаруға асықпаңыз. Оқып шығыңыз, ойланыңыз, күнделікті тұрмысты бажайлап көріңіз. Сонда менімен сөзсіз келісіп, өзіңіз де осы айтылған дәлелдерді табасыз. Бұл дүниеге көзқарасыңызды түбірінен өзгертіп, сіз данагөй бола түсесіз. Ал енді ең бастысы, сіз теріске шығармай, тақырыпқа шығармашылық тұрғыдан келе алсаңыз, онда өзіңіздің де, балаларыңыздың да өміріндегі көп нәрсені жақсы жағына қарай өзгерте аласыз. Аналық сезім мен махаббат. Пойызға мінген сайын қызықты кездесулер болып жатады. Вагонның тап-тар купесінде барокамерадағыдай 2 не болмаса 4 адам бірнеше сағат бойы қамалып отырады. Соның арқасында ашыла әңгімелесуге жағдай жасалады. Жазмышта маған оқып үйренуге, тәжірибе жинап адамдарға көмектесуге әртүрлі жай ахуалдарды ұсынады. Мен бұған дейін талай жол хикаяларын жаздым. Олар әдеттегідей қарапайым болады. Алайда таңдайыр даналықты бүгіп жатады. Міне осы жолы да купеде әңгіме өрбіді. Надежда есімді сапарласым Мәскеуге бара жатты. Балақайыма барамын, ол әскери училищені бітіреді. Сөз саптауыңызға қарағанда балақай ендігі 22-23 жаста шығар. Үлкен балақай ғой, ал сіз оны әлі кішірейте еркелете айтасыз. Иә, ол маған өмір бойы сәби күйінде қалады. Өйткені менің перзентім ғой, оның үстіне кенже бала, иә, оны тап солай менің кішкентайым деп атаймын. Мен жазмыштың тағы да есіме шектен тыс ана махаббатының үйреншікті үлгісін ұсынғанын түсіндім де, әлгі әйелмен шүйіркелесе кеттім. Қызық екен. Сіз баланы еркексіз қалай тудыңыз? Неге біздің емес, менің балақайым дейсіз? Иә, әрине, күйеуім оны да дүниеге келуіне атсалысты. Онсыз бола ма? Бірақ мен баланы меншіктеуге үйреніп кеткенмін. Оның үстіне күйеуіммен арақатынасын нашарлап кетті. Ол арақ ішеді ылғи. Аналардың бәрі менің балам дейді ғой. Иә, шынында да аналардың көбі балалары жөнінде солай айтатын рас. Құдайға шүкір бәрі емес әйтеуір. Айтайын дегенім, шешесі баланы біздікі емес, өзімдікі деп атаса, осының өзі-ақ отбасындағы қарым-қатынастың қандай екенін аңғартатыны, тіпті баланың тағдыры қалай қалыптасатынын көрсететінін талай байқадым. Бұл қарапайым сынақтама тәрізді тек әрқашанда дәл шығады, әрі өте дәйекті көріністі көз алдыңа әкеледі.
Ал күйеуіңізбен қарым-қатынасыңыздың нашар болатын себебі сіз үшін өмірдегі ең басты құндылық балаларыңыз. Иә, қойныңыздағы жарыңыздың өзіне ілтипаты жоқ болғандықтан, әйелдік энергиясын күйеуін ардақтауға емес, аста төк аналық сүйіспеншілікке айналдырып алғандықтан, еркектер жиі арақ ішеді. Міне содан олар маскүнемдікке салынып, қыдырымпаздық жолына түседі. Маған өмірдегі ең ардақты нәрсе балаларым. Солар үшін ғана өмір сүремін. Басқаша қалай болуы мүмкін? Егер де бұлаң құйрық біреу емес, шын мәнінде ана болса, кез келген әйел үшін балалары бәрінен де қымбат тұрады. Ана баласы үшін өмірін қияды. Құдайға шүкір, жұрттың бәрі бұлай ойламайды. Әйтпесе, жер бетіндегі саналы тірлік әлде қашан тоқтап қалар еді. Иә, басқаша ойлап, мынау пәнидегі ең басты нәрсе балалар емес, ерлі-зайыптылар, яғни жарасымды жұбайлар деп есептейтіндердің арқасында жер бетіндегі тіршілік әлі жалғасып келеді. Міне ең үлкен құндылық осы, өйткені олар 18 000 ғаламға ең жасампаз күшті махаббатты қолдан жасайды. Олар тіршілікке дем, тұрмысқа мән береді. Еркек пен әйел бұл қосақтар, бұл басты құндылық. Жә, қайдағы қосақ? Күйеуі аузы қорғамай арақ ішкен жерде қандай махаббатпен қосақ жайында сөз болуы мүмкін? Ол балалардың тірлігіне, жалпы үйдің шаруасына мүлдем көңіл бөлмейді. Сондықтан бүкіл ауыртпалықты мен арқалаймын. Айтыңызшы, сонда сіздің өміріңіз осылай басталып еді? Бұрын ол сізге ұнамады ма? Сонда не? Ол алғашқы күннен іше бастады ма? Шындығында да, ол сіздің қасыңызда жүріп солай болды ғой. Демек, сіз де оның өрлеуіне, яғни осы дәрежеге жетуіне өз үлесіңізді қостыңыз. Онымен тіл табысу әу бастан оңай болған жоқ. Ол өзінің шешесіне қатты байланып қалған. Шешесі де біздің тірлігімізге ұдайы араласып қия бастырмайтын. Міне, көріп тұрсыз ба? Өмірдің өзі ақ баланың анасына қатты байланып қалуы, оның келешек өміріне кесел келтіретін мысалын көріп тұр. Енеңіздің қателігін неге қайталайсыз ендеше? Сол жолмен кетіп бара жатқаныңызды көрмейсіз бе сонда? Бәрін айтта бірін айт, сіз балаңызға басыңызбен байланып тастай қатып қалғансыз. Оларды да алдарынан әке тағдыры күтіп тұр. Өйткені балаларға өзіңде барды ғана бересің. Міне, күйеуіңіз екеуіңіз де оларға өз бастарыңыздағы проблемаларыңыздың жалғасын қалдырасыздар. Міне біз осы ыңғайда әңгіме өрбіттік. Мен көп әйелдің шамамен осылай сөйлейтінін білемін. Жол ұзақ еді. Әр нәрсенің басын шалып, оның бүкіл өмірін талқыға салдық. Надежда көлденең көзқарастың, бұған қоса психолог пайымының арқасында өзі және өзінің өмірі хақында көп нәрсені ұғып қалды. Сол әйел осы әңгімеден сабақ алып, өміріндегі әлденелерді жақсы жағына қарай өзгерткен шығар. Өйткені оны маған бекер жолықтырған жоқ қой, деп үміттенемін. Мен бүкіл әңгіме арқауын тарқатып жатпаймын. Өйткені кітап сол бір тақырып, еркек пен әйелдің қарым-қатынасы, балалар мен ата-аналар, әлбетте махаббат туралы баяндайды. Мен де адамдардың өміріндегі алуан түрлі жай ахуалдардың соншалықты ұқсас қателіктерге жол беріп, тек содан соң пайда болған проблемаларға күйініп, бармақ тістейтіндеріне талай көз жеткіздім. Сондықтан сөзді созбақтамай тақырыптың тереңіне бойлай бастайық. Өмір тура күн сайын үлгілер мен сабақтар түріндегі тіршілік түйткілдерін алға тартып, адамдарды тұрақты тәлімдеп келеді. Кейбір сабақтары өте байыпты. Олардың арасында көптеген тартысты, тіпті қайғылы жағдайларда ұшырасып қалады. Балалар мінген автобус жол апатына ұшырады. Перзентханада бөбектерге айықпас ауру жұқтырды. Балалар үйі өртеніп, жеткіншектер қаза тапты. Аквапарктың нақ балалар жүрген жеріндегі бөлігі шатыры құлап түсті. Балалар мінген ұшақ қирады. Терроршылар мектепті басып алды. Балаларды қинап өлтіріп тастады. Осы тақылеттес хабарлар жыл сайын қаптап шығады. Көп баланың ауырып өлетіні, суға батып кететіні, машинаның астына түсіп қалатыны, тіпті қараптан қарап із-түзсіз жоғалатынын айтып жатпай-ақ қояйық. Неге балалар өледі? Олар тіршіліктен тым ерте, тіпті қайғылы жағдайда кететіндей мына дүниеден не істеп қойды? Қандай күнә жасап үлгерді? Қайғылы оқиғадан сабақ алу қиын. Иә, біз алмаймыз да, ал бірақ қайғыға қайғы жамып сабақ қайталана береді. Балалар жеке-жеке және тобымен үсті-үстіне қайғылы жағдайға душар болып жатады. Хабарлар мен газеттер осы сабақтарды бүкіл әлемге жария етеді, жар салады. Бірақ мына біз бәрібір бастан өтіп жатқан оқиғаның басты қағидатын түсінгіміз келмейді. Ал осынау қорқынышты сабақтар
біздің әрқайсымызға арналған ғой. Енді міне олар біздің жанымызда болып, жақын жұрттарымызда болып жатыр. Сыңайына қарағанда мұндай сабақтардың әлі жалғаса беретін түрі бар, өйткені адамдардың ой санасы баяу өзгеруде. Бала атаулы ажал құшқан кезде мейлі тіпті бөтен болса да, ақылды сабырға сүйеп, болып жатқан оқиғаның себептеріне байыптау қарау өте қиын. Бұл үшін ой сананың өрісін кеңейту қажет. Саналылықтың, парасаттылықтың биігінде өмір сүретін кез келді. Әйтсе де проблемалар қордалана береді де, адамдардың өмірден түсініксіз себептермен кетуі көбейе түседі. Өмірден өтіп бара жатқан баланың жаны қиналмайды, ата-ана қиналады. Бұл оларға һәм олардың жақын жуықтарына, осы трагедияны білетін жандарға да айықпастай қайғы жамайды. Осындай қасіретті оқиғадан адамдардың әрқайсысы қандай сабақ алуы тиіс? Ең маңыздысы әрі ең қиыны болған оқиғаның себептерін түсіне білу. Басқалардан гөрі мына менің балаларынан айырылып қалған ата-аналармен талай тілдесіп, осындай қайғыға душар еткен себептердің індетін іздестіруіме тура келді. Міне, енді сол көп жылдық тәжірибем басты себеп ата-аналардың балаларына шамадан тыс сүйіспеншілік сезімімен қарауында, яғни құндылықтар жүйесін шектен тыс бұрмалауында жатқанын көрсетіп отыр. Ата-ананың көбінесе шешесінің шектен тыс сүйіспеншілік сезімі үлкенді кішілі трагедиялардың себебі болып табылатынына біреулерге сенімсіздеу көрінуі мүмкін. Терістеуге асықпаңыз. Мен нақ солай екенін дәлелдеп шығуға тырысамын. Менің дәлелдеріме мойынсұнып түсіністікпен қабыл алғанда өз өмірін өзгертіп, бұл аз десеңіз баласын жоғалта жаздағандар мәселенің мәнін түсіну арқылы ғана ұрпағын аман сақтап қала алады. Айтылған себептердің айқындайтын, растайтын мұндай мысалдар жетіп артылады. Құрандағы Ибраһимнің өз ұлын Құдайға құрбандыққа шалуға алып келетін көрінісінің рәміздік сипаты бар. Осы тәмсіл кенен даналықты өзек еткен. Адамзатқа құндылықтардың ақиқи жүйесін қалпына келтіруі ғибратталады. Ең басты байлық балалар емес, жаратушы ие, яғни махаббат дейді. Бұл сабақ адамзат баласына мыңдаған жылдар бұрын берілді. Ал соны ұққандар көп пе? Жұрттың көпшілігі балалары өмірдегі ең үлкен құндылыққа балайды. Болары болып бояу сіңгеннен кейін ата-аналарға басқа түскен қайғылы жағдайдың себептерін түсіндіру өте қиын. Тек біршама уақыт өткеннен кейін ғана олар бірдеңе түсініп, амал жасай алады. Ондай трагедиялар болмау үшін, ата-аналар соншама қиналмау үшін, қанеки, бұл мәселеге мейлінше тереңірек үңілейік. Адамдар балаларға қатысты проблемалардың шынайы себептерінен неғұрлым көбірек сезінген сайын, тек әлгі адамдарда ғана емес, басқаларымыздың да басымызда қиындықтар соғұрлым аз болады. Қасиетті кітапта айтқандай, өзіңді құтқара алсаң, өзгелерді де құтқарасың. Тірліктің мұндай драмалық және трагедиялық спектакльдерінің барлығындағы басты әрекет етуші тұлға аналық сезім. Балаларын ес-түссіз жақсы көретін әкелер де кездеседі, бірақ недәуір сирек. Бұл түсінікті де, өйткені аналық сезім әйелде екі қабат кезде оянады да, өзінің тал бойына тың тіршілік бітіргенін сезіну рахатына және жаңа адамды күту бақытына бөленеді. Ал одан кейін бөбектің жарық дүниеге келуі, оны алғаш қолына алғандағы таңданысы мен қуанышы, емізуден алатын тұңғиық ләззаты, оның өз махаббаты мен қамқорлығын қажет ететін сезіну бақыты жалғасып ала жөнеледі. Осының бәрі аналық сезім мен эмоцияның таңғажайып әрі қайталанбас жиынтығын құрайды. Бұл шынында да аналардың көпшілігі мұны толықтай бастан өткереді. Ана перзентіне өмір сыйлағаннан да көп нәрсе істейді. Ол басқаларға қарағанда баланың мінез-құлқы, дүниетанымы, тағдыры қалыптасуына тікелей ықпал етеді. Қасиетті ана махаббаты осылай жаралады. Ол жөнінде тек көтеріңкі леппен айту салтқа айналған. Ана махаббатын асқақтату ауанында оның зияндылығы туралы айту аса қауіпті, бірақ қажет. Адам өміріндегі орасан зор кеңістікті алып жататын осы сезімнің екі жағын жете түйсіну әркімге керек. Ана болу дегеніміз адамзат жаралғаннан соң инстинкт түрінде дарыған бағдарлама. Ол ұрпағын туып, тәрбиелеу үшін қажет. Бұл жалпы жануарлар әлемінің бағдарламасы, бірақ жан-жануарлардың адамнан айырмашылығы тегіне тартып өсулері үшін өз төлдерін дербес өмірге дер кезінде босатып, тіпті қуып жібереді.
Ал адамдардың инстинктінде қоғаммен, діни ағымдармен сабақтас қосымша бағдарламалар үстеледі. Осылайша аналық сезім әйел өміріндегі басты нәрсеге айналады. Кішкентай кезінен қыз баланың санасына оның ана болуға тиісті сіңіріледі. Ол төңірегінен тап сондай тіршілікті көріп өседі. Қоғам да оған тап сондай өмірдің мәнін таңады. Ал оған бұл дүниедегі сүю үшін келгенін ешкім айтпайды. Иә, ол өзін, адамдарды, күйеуін, жер шарын, өмірді сүю керек. Ал егер өзі қаласа, осы сүйіспеншіліктің салдары сияқты ана болу бақыты да бұйыруы әбден мүмкін. Иә, өмір сүрудің басты мақсаты емес, тек салдары ретінде ғана. Ал талай әйел заты әйелдік қасиетін ашып үлгерместен ана атанады. Соның салдарынан олар нағыз әйел де, ана да бола алмайды. Ана махаббаты туралы сөз қозғағанда оның қасиетті екенін айту салтқа айналған. Бірақ ана махаббатының теріс жағын ашып айтпайынша, адамдар еркек пен әйелдің, ата-ана мен баланың арақатынасындағы күрделі мәселелердің ақиқатына жете алмайды. Әдебиетте, кинода, театр қойылымдарында ана махаббатынан ада қалған балалардың тақсіреті жөнінде көп айтылады. Ал енді осы мәселенің басқа жағы жөнінде жақ ашпайды. Менің пікірімше, адамдар өз балаларының тағдырын талқан қылатын, тіпті кейде ажал құштыратын, әйелдердің өздерін ауруға ұшыратып, отбасы мен қоғамды күйрететін шамадан артық ана махаббатының кереғар, қарама-қайшы қырын жете түсіне бермейді. Оған қоса әйелдердің көбі бұл жөнінде естігісі де келмейді. Шектен шыққан, шамадан артық ана махаббаты дегеніміз не? Бұл баланы жақсы көру сезімінің күйеуіне қатысты сүйіспеншіліктен асып кетуі. Ананың құндылықтар жүйесінде балаларды бірінші орынға шығарып, ал әкенің, тіпті кейде әйелдің өзінің кейінгі орынға ысырылып қалуы. Ана махаббатының шектен шығушылығын көрсететін белгілі бір критерийлер бар. Бұл ең алдымен балалардың ауруы мен оның ауыр тағдырлары. Екіншіден, күйеуінің мүмкіндігін іске асыра алмауы, оның ауырып қалуы, көбінесе ішкілікке салынуы. Үшіншіден, отбасылық қарым-қатынастарда қордалы проблемалардың болуы. Одан кейін тұтастай қоғамда жолы болмаған еркектер мен әйелдердің қаптап кетуі де шектен шыққан, шамадан артық ана махаббатынан тамыр тартып жатады. Мұның бәрі менің ойдан шығарған, қиялдан құрастырған нәрсем емес. Төңірекке зер сала қараңыз, сонда біз осы уәжіміздің көптеген дәлелдерін көреміз. Айтпақшы, ананың сезімін махаббат деп атауға бола ма? Шын мәнінде онда шынайы махаббат аз ғой. Сондықтан оны ана сезімі деп атаған дұрысырақ болар. Осы бір залалды сезімнің пайда болуының негізгі себептері неде? Бірінші, ең маңызды себебі әйел өз өмірінің мәнін ұқпайды да, соның салдарынан құндылықтар жүйесі бұзылады. Бұл даулы нәрсе сияқты көрінуі мүмкін, бірақ тиянақты психологиялық талдау нақты осы жайт басты себеп екенін көрсетті. Жер бетіне не үшін келгенін жете түсінбеген әйелдер кейде менің міндетім бала туу деп ойлайды. Бәрі осы жаңсақ ойдан басталады. Балалары өмірдің мәніне айналады. Екінші себебі әке-шешелерінің және ата-әжелерінің бастан өткендерін осындай проблемалар, яғни әдетте бұл арғы тегінен тамыр тартып ұрпақтан ұрпаққа жалғаса береді. Үшінші себебі заманауи қоғамның балаларды өмірдегі бірінші орынға қоюға мәжбүрлейтін моральдық ережелері мен дәстүрлері. Қасиетті аналық сезім ұғымының діни ағымдар арқылы нық наным арқауына айналуымен мәселе күрделене түседі де, бұл дүниетанымның негізгі саналады. Төртінші себебі адамды меншіктеу ауанына дарыған әйелдің табиғи жабайы сезімі. Меншіктену сезімі әйелдің қайтарымды ілтипатқа үмітін үрлейді де, бөбек өз ықыласын ашық түрде көрсетіп қалады. Осының өзі ана мен бала байланысын күшейте түседі. Мұның бәрі басымен байланушылықтың шылбырын ширата түседі. Осы ғұмырының соңына дейін үзе алмай өтетіндер көп. Сүйікті баласына қатысты бойына меншіктеу сезімін сіңірмеген әйел заты ілуде біреу шығар сірә. Бұл құлық жұрт аузынан тастамайтын жоғары рухани қасиеттен жұрдай болады. Аналық сезімнің 5-ші құрамдас бөлігі аяныш, мүсіркеу. Әйелдер еркектерге де, әсіресе балаларға жаны ашығыш келеді. Аяныштан өзін құрбандыққа шалады.
Сүйіспеншілігінен гөрі аяныш сезімін білдіру әлдеқайда оңай, сондықтан ол махаббаттың орнын жиі алмастыра алады. Алайда ол жаны ашып мүсіркеген адамын бүлдіріп құртып жібереді, оның дамып жетілуіне кесел келтіреді. Әлсіздерді, сырқаттарды, мүгедектерді аяп отырып, олардың осынау жай ахуалын орнықтыра түседі. Адамды аяп, есіркеген сайын оның проблемалары көбейе түседі. Мұнда осынау жаһандық проблеманың шектен тыс ана махаббатының негізгі себептері көрсетілген. Оларды өмірде әр отбасында дерлік жиі ұштастыруға болады. Солай өмір сүріп келе жатырмыз. Ал қане, өмірдің өзінен алынған бір мысалды қарастырайық. 3 адамнан, әкеден, шеше мен баладан құралған кәдуілгі отбасы. Табыстары орташа, ерлі-зайыптылардың білімдері жоғары. Отбасында тату-тәтті қарым-қатынас орнаған. Отағасы арақ ішпейді, беталды қыдырмайды, үй ішінде ұрыс-керіс естілмейді. Бала жуас, елгезек болып өсті. Мектепте ойдағыдай оқыды. Топқа қосылмады, темекі тартпады, есірткіге еліккен емес. Әке-шешесі балаға разы болып, тып-тыныш момақан тірлігі үшін қолпаштап бақты. Ол ештеңеден мұқтаждық көрмеді. Жалғыз ұлды жан-жақты қамтамасыз ету үшін олар енді бала тууды ойламады. Өздерінің байланыстары мен қаржылық мүмкіндіктеріне орай оны оқытатын институтты да таңдады. Балаға қайда оқыса да бәрібір еді. Оның үстіне бәрінің ақысы төленетіндіктен ештеңеге қиналып, күш жұмсаудың қажеті де жоқтығын. Студентке ата-анасы «Жигули» сатып әперді. Өмір сол баяғы тып-тыныш қалпында өтіп жатты. Ұлы бір қызбен тұрғысы келгендігін айтқанда шешесі «Үйленген кезде еркің білсің, бәрі жұттығы сияқты болу тиіс» деді. Институтты бітірер қарсаңында ұл шетел көлігін сұрады. Ата-анасы тыраштанып, туған күніне оған су жаңа BMW сыйлады. Мұның қай жерінен асып төгілген ана махаббатын көріп тұрсыз дейтін шығарсыз. Иә, баланы аздап еркелеткен шығар, ал кім еркелетпей жатыр? Егер әке-шешесінің мүмкіндігі жетсе, жалғыз баланың жарқырап жүруіне неге мүмкіндік бермеске? Балалардың әке-шешесінен де жақсы киініп, бірсыпыра артықшылықтар иеленетінін жиі байқауға болады. Алайда ата-ананың әсіресе сүйіспеншілігіне қатысты бола тұра, бұл өз алдына бөлек әңгіме. Қалыпты жағдайда мұның бәрін елемеуге де болар еді, бірақ бұдан кейін орын алған оқиғалар еріксіз ойлануға жетелейді. Туған күнінде машинаны сыйлыққа алған ұл жүйткіген жылдамдықпен бағанаға соғылып қаза тапты. Онымен бірге 3 досы опат болды. Жалғыз ұлдан айырылған ата-ананың қасіретін айтып жеткізу мүмкін емес. Ал шешесі ай сайын баланың ажалына не себеп болғанын есіне түсіп, 5 жыл бойы машина несиесін төлеуге тура келді. Неге бұлай болды? Тағдыр неліктен бұл әйелді аяусыз жазалады? Не үшін дейді ана аңырап. Адамдардың да, оқиға болған қаланың да атын атамастан, ата-анасының рұқсатымен осы жайтты сипаттап жаздым. Қанеки, осы бір күрделі жағдайдың жай-жапсарын ұғынып, одан сабақ алуға тырысып көрейікші. Бұл көп адамның өз проблемаларын жете түсінуіне көмектеседі деп үміттенемін. Үй ішіндегі әйелдің ақ дегені алғыс, қара дегені қарғыс болды. Өр талап жігерлі әйел отбасындағы негізгі мәселелерді, әсіресе ұлына қатысты шаруаның түйінін өзі шешті. Оған мына өмірдегі басты құндылық баласы болды. Жазмыстың өзі талай рет табалдырыққа жақындата тұра, екінші баланың үйге кіруіне үзілді-кесілді қарсы тұрды. Иә, ол отбасының, әсіресе ұлының тірлігін толықтай бақылауға алды. Күйеуінің ие жұмсақ еді, әйелінің айтқанын мыңқ етпей орындады. Ал егер соңғы машинаға қатысты қарсылық білдіргенде наразы болса, әйелінің тегеурініне төтеп бере алмай тез иілетін еді. Ол ұрыс шығармауға тырысып, осы күйіне әбден көндігіп алды. Мұнысы отбасында тату-тәтті қарым-қатынас орнатуға мүмкіндік берді. Бірақ жалтақтап, жалпақ шешей күн кешкен әкенің ұлы алдында абырой беделі қалмады. Әкеге қарап өскен ұл әлгі жалтаңкөз ұстанымның пайдалы екенін неғұрлым аз егізсе, соғұрлым көп сияпат алатынын ерте сезінді. Анасына баласының көнбістігі ұнады. Оны сол үшін қошеметтеп қолпаштай берді. Бірақ үндемегеннен үйдей бәле шығады деп тегін айтпаған ғой. Буырқанған бала күш-қуатын сыртқа шығар саңылау іздеді. Ал төңірегін анасының бақылауы мен тыйымдары тұмшалап тұрды. Ол ақыры жол тапты. Құпия түрде автожарыспен айналысты.
кәсіби емес, өзі сияқты ерік-жігері езіліп, көңіліне қанағат таппай жүрген бозбалалармен бірге әуесқой спортқа есі кетті. Оларға өздерінің ешкімнен кем еместігін дәлелдеу керек еді. Олар милиция жоламайтын қалтарыс жер тауып, еш ережесіз құйын-перен жарысты. Оларға психологиялық жағынан шектеу сызығынан шығып кету керек болды. Бойды кернеген бұла күш соны талап етті. Куәгерлердің айтуынша, бозбала рульді ұстағанда мүлде өзгеріп кетеді екен. Ол басқа ызақор, қатал адамға айналады. Бұғаудан босап еркіндікке енді шыққанда еліріп, қауіп-қатерге қарамай жүйткей жөнеледі. Ол шешесімен келе жатқанда жылдамдықты рұқсат етілген 60 не болмаса 90-нан асырмаған. Қаза болғаннан кейін оның шамамен сағатына 200 км жылдамдықпен келе жатқанын айқындағанда, анасы сенбей, ол ешқашанда жылдамдықты 90-нан асырған емес дей берген. Ол ұлының жай күйін білмейтін еді. Ұлының ішкі жан дүниесі анасына беймәлім болды. Оған сыртқы тәртіптілігі ғана керек еді. Баласы оны бұлжытпай сақтады. Адуындау ана махаббаты ашық достықты қаламады. Тек бір бағытқа бастайтын қарым-қатынастығы қалыптасты. Әкесінің бала алдындағы беделі болмады. Баланың дос тұтқан жалғыз адамы атасы еді. Ол алшақтығына қарамастан, ол бұнымен дос болды. Атасы қайтқан кезде бозбала қатты қайғырып, моласына жиі баратын болып жүрді. Бір туысқан әйел қорым жаққа неге бара беретінін сұрағанда ол, атаммен әңгімелесуге барамын деп жауап берген. Оған достық қарым-қатынастың жетіспегені анық еді. Жазмыш жігіттің хал жағдайын онша емес екенін ескертіп, әке-шешесіне бірнеше рет түрлі белгі берді. Бірақ алып ұшқан ана махаббаты ештеңені елемеді. Сүйіспеншілік неғұрлым күшейген сайын ана санасы әлденені ұқтыру соғұрлым қиындай түсті. Сондықтан шеше байғұс ұлының екіұдай жағдайын, қос құлық тірлігін, онда шынайы құндылық жоқтығын аңғармады. Өзінің де құндылық жүйесі бүлінген еді. Соның салдарынан әйел ахуалды дәйекті бағаламай, ескерту жасап, ишаралаған белгілерді естімеді, көрмеді. Бала қайғысы әрқашан ата-анаға сабақ. Мұндай оқиғалар тек әке-шешесіне емес, сондай-ақ ағайын тумасына, бүкіл әулетіне, айналасындағыларға ауыр тиеді. Өкінішке орай сондай ауыр сабақтардың өзінен ой түйіп, тәлім жиятындар некен-саяқ. Адамдар өзінің ғана емес, өзінің қателігінен де тәлім ала қоймайды. Сондықтан ата-аналар өз балаларынан қапияда айырылып қала береді. Аналық сезімге мейлі, титімдей болса да махаббат қуаты дариды. Сондықтан енді махаббат жайында сөз қозғайық. Ал махаббаттың өзін жекелеген құбылыстарға бөлшектеп, ана махаббаты, отанға махаббат, құдайға махаббат, жан-жануарға сүйіспеншілік, нәпсіқұмарлық, тағы басқа тәрізді ұғымдардың пайда болуы неліктен деген сұрақ туындауы мүмкін. Шын мәнінде мұның бәрі махаббат, бәрі Құдайдың құдіреті. Бұл махаббат болмаса, ештеңе өмір сүре алмайды. Қайда барса да өмірден еш мән таппайды. Бірақ адамда мына дүниенің бәрін оңай өңдеп, бәрін жіктеп талдайтын құрал бар. Ол парасат, пайым. Пайым оған бәрін тиянақтай түсіндіру, бәріне анықтама беру үшін керек. Ол махаббатты жекелеген құбылыстардың шоғырына бөлшектеп, олардың әрқайсына анықтама береді. Содан соң тежеліп қалмайды. Махаббат шоғырының әр бөлігінде баға беріп, оған көз қарасын қалыптастырады. Мұндай бөлудің шегі махаббатты адамилыққа және құдайлыққа жіктеу болып табылады. Осылайша ақыл-ес Құдайдан, жазмыштан әлдеқандай бөлігін жырып алып, оны басқа бір иерархияға береді. Одан кейін осы өрескелдікті тігісін жатқыза түсіндіру үшін ақыл көйсей бастайды. Содан кейін ақыл барша адамды, барлық оқиғаны, өмірдің бүкіл көріністерін бөледі де бір-біріне қарсы қояды. Содан бөлшектенген дүниенің бөліктері арасында күрес басталады. Әзәзіл дегеніміз ақылдың шағылығы деген сөз бекер айтылмаған. Ал осынау ежелгі Рим заманынан бері бөліп ал да билей бер деген нақыл мәлім. Мұның бәрі ақыл-ес пайымға қатысты шыққан. Қазіргі кезде бірлік дәуірінде қайнар бастауға махаббаттың бөлшектелмеген қалыбына оралу керек. Пайым бөлінуге алып келеді. Енді ол бізді осы тығырықтан шығарсын. Ана махаббатын ерекшелеп, оған қасиеттілік мәртебесін дарыту, адамды және адамзат нәсілін
даңғайыр проблемаларға киліктіретінін түйсіну қажет. Және де осы түйсік махаббат бірлігіне бастайтын тағы бір қадам болсыншы. Құдай дегеніміздің өзі бірегей махаббат, шынайы, ақиқи махаббат деген осы. Ол көп, бірнешеу болуы мүмкін емес. Ол шектен тыс күйінде көрінеді деп те айта алмайсың. Демек, балаларға да, ересектерге де ауыртпалықтар алып келетін шамадан артық ана махаббаты дегеннің өзі Құдайдан бөліну екен. Бәлкім, енді осы уәж балаларына шамадан артық шектен тыс сезімін арнап өбектей беретіндерді ойландыратын шығар. Ана сүйіспеншілігі бүкіл сезім шоғырынан ерекшеленіп, махаббат атаулының барлық бөлігін үстем тұратындықтан ғана проблемалар туындатпайды. Ол біраз қоспаны, меншіктеу сезімін, бауырына басушылықты, тәкаппарлықты, бала арқылы өзін дәріптеу пиғылын тағы да басқа бойына жиғандықтан соған себепші болады. Сөйтіп, ана махаббатының өзінде махаббат тым аз болып шығады. Сондықтан аналық сезім деп атаған дұрыс. Осы сезімнің құрамдас бөліктерін, қасиетті махаббатты қыдырыссыз машақатқа айналатын қоспаларын да егжей-тегжейлі қарастырамыз. Оған жануарлар әлемінің әлімсақтан келе жатқан ұрқын таратып, ұрпағын жалғастыру инстинкті негізгі болады. Адамнан гөрі жан-жануарлар бұл түйсікке мүлтіксіз бағынады, тіпті өзін құрбандыққа шалудан тайынбайды. Ал адам баласы көп жағдайда ақылға жүгініп, амал ойлап, инстинктті тұншықтырып тастайды. Осыған орай аналардың кейде табиғи түйсікке томпақ келетін тұрпайы әрекеттерге баратын жайттері жиі кездеседі. Телеарналардың бірінде әлдебір әйелдің қарызынан құтылу үшін 5 айлық бөбегін сатқанын хабарлады. Сананың салқын тимеген таза инстинкті ана махаббатын ояту үшін қажет. Санамен тұмшаланбаған инстинкті ана махаббатын туындату үшін қажет. Өзімшіл сезім, ана баланың бойынан өзінің шешілмеген мәселелеріне жалғасын тауып, саналы немесе бейсаналы түрде балаға өз проблемаларын арқалатып қояды. Мысалы, өзі жалғызбасты әйел, бірақ қызының күйеуге шығып, дұрыс отбасына ие болуын қалайды. Еркек қасына табылу үшін өз басын баптап, күтпеуге мойны жар бермейді, немесе жұп құрып жаңа отбасын құрудан ат-тонын ала қашады. Сөйте тұра осы міндетті қызын арқылы атқарғысы келеді. Бұл барып тұрған өзімшілдіктің өзі. Шешесі қызының тұрмыс құру талабын қожыратып жібереді. Баланы қолғанат қылып, соның көмегімен өзінің қарттығын қамтамасыз ету пиғылы да өзімшілдікке жатады. Меншіктеу сезімі. Әдетте аналық сезімде осы құрамдас бөлік негізгі орынды иеленеді. Менің балам, менің қаным да, жаным да осы тағы басқа сөздер әйелдердің аузынан жиі шығып, кесірлі отын төңірекке жайып жатады. Осынау меншіктену сезіміне бұл кітапта айрықша назар аударамыз. Әйел махаббаты. Иә, әйел затының өз ұлына нәзік немесе ашық сезімін жиі кездестіруге болады. Одан еркекке ашыла алмай әдірам қалған махаббаттың лебі есіп тұрады. Бұл отбасында еркек жоқ кезде ғана емес, сондай-ақ ерлі-зайыптың арасында шынайы сүйіспеншілік ахуал орнамаған немесе арақатынасы нашарлап кеткен кезде де байқалуы мүмкін. Әйел өзінің ешқайда жұмсалмаған махаббатын ұлына апарып үйіп төгеді. Әдетте бұл бейсаналы түрде жүріп жатады. Алайда саналы түрде әдейі жасалатын, тіпті интимдік қарым-қатынасқа икемдеуге де баратын жайттер де ұшырасып қалады. Шешесі саналы және бейсаналы түрде ұлының үйленгенін қаламайды. Сөз жүзінде сенің үйленетін уақытың болды ғой деп қақсай бергенімен түп санасында басқа ой жаңғырып, жолын табуға жанталасады. Әйелдің ешқайда жұмсалмаған энергиясы өзгеше сипатта қызғаныш арқылы көрінуі мүмкін. Бұл жерде де өте нәзік, елеусіз немесе жойқын ашық түрде ықыласын арнап, қызының тұрмыс құруына кедергі келтіреді. Аналардың көпшілігі өздерінің ішкі жан дүниесіне туралап, адалдықпен бағамдай білсе, әйелдік сезім көрінісін табалар еді. Көбінесе әйелдік махаббаттың орнын мүсіркеушілік сезімі басады, немесе онымен бірге жүреді. Әлгінде мүсіркеу, аяныш білдіру туралы айтқан едік. Расында бұл энергиясы жөнінде өте жойқын сезім, көп нәрсені жасай алады. Және де аналық сезімнің бұл құрамдас бөлігі ең жарқын әрі тазасы. Нақ осы бөлік эволюцияға жетек болады. Бұл еркек пен әйелдің сүйіспеншілігінің нәтижесі іспетті балаға арналар махаббат. Иә, бұл ана махаббатының көп әйел сезініп мойындай бермейтін басты құрамдас бөлігі. Адамды жан-жануарлардан ерекшелеп тұратынды нақ осы
Ақыл-есі дұрыс адамда осы құрамдас бөлік негізгі болуы тиіс, алайда ол аталған алуан сезімдер астарында онша байқала бермейді. Аса қасиетті аналық сезімді оятып, алауын маздатуды да әйел өміріндегі еркекке махаббаттың рөлін түсінуден бастау керек. Әлемде қалыптасқан жағдайларға қарағанда, балалар көбінесе жарық дүниеге ата-ана арасындағы махаббаттың жемісі емес, ана сүйіспеншілігін өзіне көбірек тартып алатын қосақтың үшінші мүшесі ретінде келеді. Ана махаббатының қалыптасу тарихына сәл тоқтала кетейік. Еркек пен әйел арасындағы сүйіспеншілік тарихы сияқты ана махаббатының да жалпыға ортақ жылнамасын жазу әсте мүмкін емес. Бұл ұғымдар әртүрлі қауымдастықтарда тұрақты түрде дамып толығып отырады. Ана махаббаты сан ғасырлар бойы ардақталып келеді. 17 ғасырдан бастап ана махаббаты мәдениеттің міндетті нормативтік ережесіне айналып, қоғам балаларға әлеуметтік қамқорлық көлемін ұлғайтып қана қоймай, оларды отбасылық тірліктің ұшпағына көтерді. Тіпті ерекше жауапкершілікті жүгін шешуге жүктеді. Өзінің баянды бақытын балаларынан тапқан мейірімді де ізгі жүректі ананың аңсарлы образын жасады. Балаларға гигиеналық қамқорлық жағы жетіліп, медицинаның арнаулы тармағы педиатрия пайда болды. Ана махаббаты жеке дара сезім қалыбынан қоғамдық көңіл ауанына ауысқан шақта болашақтағы әлеуметтік эволюцияға тұтастай әсер ететін өте маңызды әлеуметтік кезең туындады. Әйелдердің Құдай қосқан қосағына сүйіспеншілік сезімі балаларына арналған махаббатқа орын беріп, бағдарын ауыстырды. Бұл ерлі-зайыптылардың өзара қарым-қатынасын бұрынғыдан да күрделендіре түсті. Ал бұрындары да тап осындай болды ма? Мен жоқ, бұлай болған жоқ деймін. Эпиграфтағы мақалға көңіл аударыңыз. Онда ғасыр қойнауынан келе жатқан даналық бар. Демек, ата-бабаларымыз әлгі сезімнің теріс жағын баяғыдан-ақ көре білген. Осы қоғамдық сана ана махаббатын бірте-бірте ерекшелей келеді. Құндылықтар жүйесін бұрмалауға және мемлекеттік құрылымын қатаңдатуға қатысы бар соғыр сенімге, сөзсіз иланымға айналды. Сірә балаларға қамқорлық ізгі ниеттен туындаған шығар. Сол кезде балалардың өлім-жітімі көп болды. Бірақ жақсы ниеттен тозаққа да жол ашады деп бекерге айтпаған ғой. Ақыр аяғында танып кеткен көз келген тұшымды идея өзіне-өзі қарсы шығады. Парықсыз пайым адам затын тағы да тұрлаусыз жолға салып жібереді. Баланың сау-саламат дүниеге келіп, бақуатты өмір сүруі сыртқы жағдайларға емес, едәуір дәрежеде ата-ананың бір-біріне қарым-қатынасына, олардың сүйіспеншілігіне байланысты. Міне осыған орай отбасының жарастығын дамытуға жағдай жасау керек. Ал әйел заты көбінесе бала туу құралы ретінде бағамдалады. Ана мен бала құқықтарын қорғау мұратында ұзаққа созылған науқан өзінің әлеуметтік және халықтық жемісін ала келді. Балаларды ұнатпау ұят санағандықтан нашар шешелер жақсы көрінуге тыраштанып, ана махаббаты мен қамқорлығын бейнелеп бақты. Пайым арқылы сезімнің сыртқы көрінісін арқылы әйел шынында да бұрынғыдан бетер аналық сезімді бастан өткере бастады. Ана махаббаты да мына өмірде бұрынғыдан зор құқылар иеленіп, бойына отбасы мен қоғам қуатын молырақ жия түсті. Ақыр соңында аналық сезім әйелдердің басты пешенесіне айналып, әйел қылықтылығы, еркекке сүйіспеншілігі, қозақтасуы аналық парызының тасасында қалды. Бұлардың бәрі екінші орынға ауысты. Мысалы, әлем аналарының форумын еске алыңыздар. Бірақ еркекті сүймей, ақиқи шынайы ана болу мүмкін емес қой. Нақ сол құмыққан қылықтылық, еркекті елжіреп сүйе алмау, қосақтың қадірін бағаламау, көптеген проблеманы туындатып, анаға да, балаға да кесірін тигізді. Сондықтан егер зер сала үңілсек, баланың дүниеге келуіне орай, әдетте ерлі-зайыптының арасындағы сүйіспеншілік реңі солғындап кететінін аңғарар едік. Баланың дүниеге келуі отбасын нығайтады деп есептелінеді. Иә, отбасы алдында, әсіресе еркектерде жауапкерлік күшейе түсуі мүмкін, бірақ көбінесе сүйіспеншілік сезімі азаяды. Шешесі балаға көбірек көңіл бөліп махаббатын арнайды, ал күйеуі қағыс қалады. Баланың тууына байланысты пайда болатын шаршап шалдығу, күрмелу, тұрмыстық қиыншылықтар, махаббаттың жаңа нысанының көзге көрінуі, әйелдің еркекке құштарлығын, әйелді қалауын едәуір кемітеді. Бұл отбасындағы бақыттың сарқылып, баланың қиын тағдырының басталу сәті болуы мүмкін.
бір-біріне сүйіспеншілікпен тірлік ететін, балаларымен жақсы қарым-қатынас орнатып, құндылықтарды реттеп алған ата-аналар бар. Қарап тұрсаң, олардың шаруасы да, отбасы да, балалардың жағдайды тәуір екенін көресің. Бәрі жақсы, тек кенже баланы дүниеге әкелгеннен кейін оны басқаларынан гөрі ерекше жақсы көретін әдет тауып алады. Міне сөйтіп үй ішіндегі кенжетаймен бірге проблемалар жайлап алады. Пермге жолшыбай бірге барған электровоз машинасының басынан өткен жағдай осыған ұқсас. Оның отбасында бәрі жақсы, 3 ұлы бар, бақуатты тұрады екен. Бірінші ұлының жағдайы өте жақсы, екінші ұлының хал-ахуалы жақсы, ал үшінші ұлдың проблемасы кішкентай кезінен ақ бой көрсеткен. 16 жасынан темекі тарта бастапты. Біз оны тым еркелетіп жібердік дейді әкесі. Енді келешегі қалай болады? Мәселе еркелетіп жіберуде емес, бар пәле ерлі-зайыптылардың бір-біріне сүйіспеншілігінің саябырсып, төсек қатынасының сиреп кетуіне байланысты. Бар ықыластарын кенже балаға жаққа бағыттауында жатыр. Ол шешеге де, әкеге де өмір сүруінің орталығына айналды. Содан кенже ұлдың тағдыры басқа сүрлеуге түсіп, бұрыс бағытқа беттеді. Отбасылық проблемаларды зерттей келе, ерлі-зайыптылар арасындағы сүйіспеншіліктің солғындап, сезімдердің суып кетуіне, ашыналық қалтарыстардың пайда болуына, ажырасуға алып келетін себептерді де табуға болады. Мұқият зер салсаңыз, сіз төңірегіңізде осы айтылғандардың дәлелін көре аласыз. Мұның себебі әйелдердің басты міндетін түсінбеуінде жатыр. Жер бетіндегі әйел затының басты міндеті бала тауып, ана атану емес, өзінің мәнін, әйелге тән қылықтарын, асыл қасиеттерін ашып, соның арқасында махаббат кеңістігін құру, ал қалғандарының бәрі соның салдары. Ана болу дегеніміз әйелдік қасиетті ашудың тек бір сатылық кезеңі ғана. Ал мемлекет адамның ақиқи бақытқа жетуіне шын мәнінде мүдделі емес, өйткені махаббат кеңістігінде дәурен сүретін адам мемлекеттің құрбандығы мен қолбаласы болуды қаламайды. Бақуатты әрі молшылықта кенелген адам шенеунікке телмеңдеп алақан жаймайды да, пара да ұсынбайды. Ал қоғамға, билікке, өмірде жолы болмаған, алақан жайған, еңсесі езіліп, есесі кеткен пенделер керек. Сондықтан ол алдыңғы лекке аналық түйсікті шығарып, әйел затынан адам жасайтын нәрсені, махаббат пен әйелдік қасиетті кері ысырып тастады. Махаббат пен қоғам қарама-қайшы ұғымдар. Бердяев, адамзат қоғамының махаббаты мен тіршілік тынысының трагедиясы тап осында жатыр. Қоғам махаббатты жақтырмайды. Жан тәнімен сүйетін адам қоғамның жауы саналады деп жазды. Осы уәж 20 ғасырдың басында айтылды, ал қазір басқа заман. Қоғамның да өзгеретін кезі келді. Қоғам мен махаббаттың антагонизмді ой санасының белгілі бір деңгейде ғана туындайды. Бірігу дәуірінде бұл антагонизм жоғалады. Тіпті ол қазірдің өзінде жылжып кете бастады. Адамдардың міндеті осы үдерістің отын үрлеу, әйтпесе адамзат қалыпты өмір сүруден қалады. Махаббаттың өз өміріне кірге бірігуіне адам қалай ықпал ете алады? Әрине, махаббатты бөліктерге жіктеп, бөле жармастан сүйіспеншілік аясында өмір сүру арқылы ғана. Аналық сезімін, ана болу дегеніміз махаббаттың ғажайып сырын ашудың бір сатысы ғана, бірақ оның бөлек тұрған әсіресе басты құрамдас бөлігі емес. Енді жүктіліктің өзі ана махаббатының недәуір өсуінің сатылы кезеңіне айналады. Бұл да табиғи нәрсе. Сезімі оянып, әйел ана міндетін атқаруға даяр болуға тиіс. Жүктілік әйелдік қасиетті одан әрі жарқырата ашудың маңызды сатысы. Міне тап осы тұста күйеуіне айрықша назар аударып, бұрынғыдан да нәзік әрі елжірек сезімін білдіргені, сол арқылы қылықтылығының жаңа деңгейіне шығып, махаббаттың әлдеқайда күшті әрі ауқымды өресін жасап алған жөн. Бұл ретте бала олардың жанға жайлы мамыражай махаббат кеңістігінің шуағына бөленеді және отбасы нығая түседі. Ал егер әйел болашақ сәбиіне шоқшиып, еркекті мүлде елемесе, немесе одан біржола безініп, одан бала жатырында дұрыс жетілмейді, отбасы сынақтар шырмауында тұтылып қалады. Осы орайда еркектің рөлі жөнінде айтқан абзал. Әйел бойында аналық сезім оянған сәтте оған зайыбына көбірек көңіл бөліп, қамқор болу, сүйіспеншілігіне бөлеу, оның кеңістігінен шығып кетпеуге тырысып, махаббатын жарқырата ашуына серпін беру қажет. Ал еркектер көбінесе осыны сезінбей, жұмыс пен шаруаға, кейде қыдырысқа басымен кетіп қалады.
жүктілік, босану мен баланы бағып қағу әйелге махаббатын жарқырата ашып көрсетудің жаңа сатылық кезеңі. Егер еркек өзін ақылға аялдата алса, онда әйел осы кезеңде бұрынғыдан бетер қылықты, ілтипатты бола түседі. Көбіне көп әйелдер еркекпен махаббатсыз қатынас жасап, баланы өзі үшін туады. Бұл әдетте бала тағдырына тым қолайсыз таңба қалдырады. Әйел өзі сүйген еркектен бала тапқанда мүлдем басқаша жай ахуалды қалыптастырады. Махаббаттың перзенті жаралады, ал бар ықыласы, зейіні балаға ауып кетсе, тағы да барлығын бүлдіріп алады. Жанында еркек кіндікті болмаса, әйелдің бүкіл махаббаты, барлық жұмсалмаған күш-қуаты балаға бағышталады. Мұндай жағдайда баланың өмірде жолы болмауы, өзінің болмысын сақтап, бақытқа кенелуі өте қиын. Бұл ретте ол негізінен шешесінің психикалық жатырынан өмірінің ақырына дейін шыға алмай кетеді. Жалғыз басты әйелге жалғыздықтың мектебін тезірек бітіру үшін өзінің әйелдік қылығына көбірек көңіл бөлу қажет. Шынайы махаббат балаға сүйіспеншілігі мен назарын үйренгенде емес, жұп құрғанда ғана бой көрсетеді. Болашақ және қазіргі аналар меңгеріп алса, оңтайлы болар. Шындық осы. Егер әйелдің толғағы ауыр келсе, әлдебір кеселі асқынса, бұл ерлі-зайыптылардың арасындағы олқылық барын ишаралайды. Бала аурушаң, мазасыз болса да себебі ең алдымен ата-ананың қарым-қатынасынан іздеген жөн. Бар пәле сонда бұғып жатыр. Әйтсе де екеуінің бірі оны өз бойынан, өзінің қарым-қатынасынан іздемейді, сырт жақтан табады көбінесе. Ауыра қалған жағдайда көбінесе медицинаны кінәлайды. Бұл салада олқылықтар жетеді, бірақ бастысы еркек пен әйел арасындағы қарым-қатынаспен, олардың махаббат кеңістігімен айқындалады. Ерлі-зайыптылардың мықты махаббат кеңістігіне, сүйіспеншілік өрісіне ешқандай проблема тұмсығын тыға алмайды. Осыны әрдайым есте ұстап, ешкімді кінәламай, себепті әркім өз бойынан іздеу керек. Бірінші балаға қарағанда екінші бөбектің әлсіздеу, әлжуаздау туатыны жиі байқауға болады. Мұның басты себебі бірінші перзенттері дүниеге келгеннен кейін еркек пен әйелдің арасындағы сүйіспеншіліктің солғын тартуы, яғни екінші бала махаббат кеңістігінде әлсіздеу болып туылады. Әдетте әлсіздеу балаға анасы көбірек қамқорлық жасап, көңіл бөліп сүйіспеншілікке бөлейді. Сол арқылы өзінің әйелдік қасиетінен және жұбайынан алыстай береді. Қиындықтар шиыршығы төмен қарай ширатылады, көп ретте қайғылы оқиғаға алып барады. Бір әйелге 5 жасар қыз: «Мама, сен менен гөрі әкемді жақсы көрші, әйтпесе мен өліп қаламын» дейді. Шешесі: «Сен не деп тұрсың? Мұны кім айтты саған?» деп сұрады. Қыз: «Мен өзім білемін» дейді. Бір жылдан соң ол қыз көз жұмады. Осы оқиға мені айран асыр қылды. Жазмыш. Бұлайша айтқанда, әйелдің проблемасын бетіне басып, тікелей ескерту жасады. Бірақ ол отбасын трагедияға жетелеуіне жалғастыра берді. Ал әрқашанда ишара келіп жатады. Жазмыш адамға іш тартып, барынша жәрдемдесуге тырысады. Тек адамдар оны елегісі келмейді. Нақты бір жағдайда егжей-тегжейлі қарастырайық. Бір бикеш жүрек қалауымен сүйгеніне тұрмысқа шығып, тиісті уақытында ұл мен ұл туды. Жүкті кезінде де, босану барысында да, одан кейінгі кезеңдерде де қиындық көрген емес. Кез келген әйел заты сияқты ол ұлына тиісті, тіпті аналардың басым көпшілігі тәрізді қажетті шамадан артық көңіл бөле бастады. Ал осы көңіл бөлудің шегі қайда дейсіз ғой? Оны тап басып айтып, дәлме-дәл анықтау қиын. Оның үстіне бойжеткендер мен қыздарға олардың басты міндеттерін түсіндірмей, жұбайын жақсы көруге үйретпейді. Мұның түбегейлі маңызды қылық екенін айтпайды. Әдетте жас келіншектер өз әке-шешелерінен өнеге алып, ұрпақтан ұрпаққа көшіп келе жатқан отбасылық проблемаларды мойнына орап, олардан бетер тұрмыс тауқыметіне арқасын тосады. Соның нәтижесінде үйреншікті жағдай алдынан шығады. Күйеуінен гөрі баласына сүйіспеншілігі арта түседі. Отбасындағы қарым-қатынастың едәуір нашарлағанын байқамайды. Бәрі қалыпты сияқты көрінеді, бірақ осы қалыптылық шын мәнінде бір қатерді ішіне бүгіп жатады. Отбасы тек ұрпақ жалғастыру үшін емес, негізінен жеке тұлғалық бағын ашу, адамның рухани өсуі үшін құралатын ешкім және еш жерде үйретпейді. Сондықтан егер күйеуі ішімдік ішпесе, қыдырмаса, тапқан табысын үйге әкелсе, онда отбасында бәрі қалыпты. Ал ерлі-зайыптылар сүйіспеншілік сезімдерін сақтап қалса, өте тамаша деп есептенеді. Ал енді нағыз үлгілі отбасында рухани өсу үздіксіз жүріп,
махаббат пен бақыт өрісі кеңейе беруі тиіс қой. Бұл да бұлжымайтын, бүкіл ғұмыр бойына созылатын құбылыс. Эволюцияның жолын кесу әсте мүмкін емес. Әлгі отбасы жөнінде әңгімемізді жалғастырайық. Екінші ұл дүниеге келді, бірақ ерлі-зайыптылар арасындағы сүйіспеншілік, махаббат сезімі кемшін болғандықтан бұл бала аурушаң болып шықты. Шешесі үлкен ұлы мен күйеуін екінші орынға ысырып тастап, оған ерекше көңіл бөледі. Титімдей, оның үстіне дімкәс бөбекке жаны ашып, өбектеу өз дегені істемей қоймады. Сіз, бұл табиғи нәрсе ғой, аурушаң балаға көбірек көңіл бөлу керек қой дейтін шығарсыз. Иә, тек ол өзіне және күйеуіне залалын тигізбеу керек. Қарапайым шындықты, бір нәрсе тапшы болса, оны ең болмағанда дұрыс бөлу керектігін түсініп алу қажет. Егер бала ауырса, ең алдымен ата-анасы бір-біріне сүйіспеншілік сезімін арнауы керек. Әке-шешесінің махаббат өрісінде бала сырқатынан тезірек айығады. Адамдағы махаббат шешегін толық ашса, бәріне жетеді, ешқандай бөліп жүктеудің қажеті жоқ. Егер де сүйіспеншілік сезімі толық ашылмаса, онда былайша бөліп көріңіз. Әуелі өзіңізді және қосағыңызды, содан соң балаларыңызды, ата-анаңызды сүйіңіз. Одан әрі тас лақтырған судың бетіндегі толқындай жөңкіліп кете береді. Бұл ең тамаша тәсіл емес, бірақ көп қиындық туындатпайды. Өз отбасыңызда сүйіспеншілік қалай бөлінетінін талдау жасаңыз. Әлгі әңгімемізге қайтып оралайық. Әйел ауру баласын көбірек көңіл бөлген сайын оның проблемалары қаптай бастады. Иә, бала үйдің 3-ші қабатынан құлады, оны құтқарып қалды және шешесі тікелей құйдыру әдісімен оған қан берді. Ұлы енді оған тура мағынасында қаны бір қимас жан болды. Ілтипат пен сүйіспеншіліктен айырылған күйеуі қатты сырқаттанып қалды. Бірсыпыра уақыттан кейін кенже ұлы нашақорлыққа салынып қаза тапты. Өкінішке орай мұндай мысалдар өте көп. Оқиға әркелкі өрбиді, бірақ олардың себебі әдетте біреу болады. Әйел бар махаббатын баласына арнап, өзі мен күйеуін екінші орынға ысырып тастаса, проблемадан қашып құтыла алмайды. Менің тәжірибемде жағымды мысалдар да бар. 16 жасар бала хирургия бөліміне түсті де, жағдайы күрт нашарлап кетті. Хирург маған баланың әке-шешесін алып келді. Мен олардың отбасындағы қарым-қатынас мәселелерін қарастыратын дәрістерді тыңдауын өтіндім. Бала басындағы проблемалардың себептері әке-шешесі арасындағы қарым-қатынаста жатқандықтан, олармен 2 рет жеке дара әңгімелестім. Екеуі жақындасы бір-біріне үйірсектей бастады. Лекциялар курсының соңына таман ешқандай қосымша жұмыс жүргізілмегендігіне қарамастан, баланы ауруханадан құлан таза етіп айығып шығарды. Балаға тікелей өзіне арналған сүйіспеншіліктен гөрі, ата-ана арасындағы сүйіспеншілік отбасындағы махаббат кеңістігі ауадай қажет екенін түсінуіміз қажет. Ол неғұрлым көптеу болған сайын баланың дамып жетілуі соғұрлым табиғилау болады. Ол күннің нұры мен судың нәрі жеткілікті ағаш сияқты мәуелей береді. Мен осы ақиқатты бір әйелге ұзақ түсіндірдім. Оның келісе қоюы қиын еді. Өйткені оған өмір бойы әдеттенген көптеген тұрмыстық дағдыларынан бас тартуға тура келді. Содан соң ол саяжайдағы көрші әйелдің «Сен балаларыңды тым жақсы көресің, күйеуіңе де мойын бұрсаңшы, сонда балаларының болашағы жарқын болады» деген сөзін еске алды. Бірақ бұл ол мұндай сөздерге құлақ аспайтын еді. Ал қазір соны есіне түсіріп, басқаша көзбен қарап, шынында да көрші әйел мені «Күйеуіңе бір-біріңді сүйіңдер, балаларың да немерелерің де бақытты болады, бақытты өмір сүреді» деді. Демек халық даналығы әлі өшкен жоқ, әрі көптеген әйел затының бойында бірінде бейсаналы, интуитивті, кейбіреуінде саналы түрде сақталып қалған. Әйтпесе адамзат нәсілі әлдеқашан құрып кетер еді. Мақтанышпен әрі өрекпей айтатын «Мен балаларыма бәрін бердім, өз өмірімді соларға арнадым» деген сөзді жиі естуге болады. Мен осы сөздердің мән астарын, мен өзімді, өз махаббатымды аша алмадым, әйел болу қолымнан келмеді, сондықтан бақытты отбасын құрай алмадым. Иә, мен жосықсыздау, бірақ оңайлау жолды, өз махаббатымды балаларыма беруді таңдадым. Сөйтіп оларға мына өмірдегі қиындықтарды туындаттым деп тәржімалаймын. Әйелдің балаларына берген әлгі махаббатын нақ осылай түсіндіруге болады. Өз өміріңізді адал, шыншыл көзбен шолып көріңізші, тап осындай жайт кезікпей ме? Шамадан артық ана махаббаты келесі ұрпақ буынның отбасын құрап,
тып-тыныш түтін түтетуіне үлкен кедергі орнатады. Тек осы жөнінде ғана бір кітап жазуға болар еді. Нақ сол аналар балаларының өзіндік даму жолына түсу барысында жиі араласып, сол арқылы да бақытты тұрмыс құруына бөгет жасайды. Музыка пәнінен сабақ беретін бір әйел неліктен ұлының өмірінде жол болмай, жасы 30-дан асса да жар сүйе алмай жүргенін сұрады. Мен оған көпшілікке ұғынықты музыкалық образды мысалға келтірдім. Көзіңізге елестетіп көріңізші, үрмелі аспаптар оркестрі, үлкен түтік кернейлер, трубалар, дауылпаздар, таңғаралар ойнап тұр. Сол оркестрдің ортасында сіздің ұлыңыз отыр. Ал оркестрге бір бикеш келіп скрипкамен махаббат әуенін тартқысы келеді. Ол ана махаббатының анау оркестрдің даңғарасындай даусынан естіле ме? Баламен бірге тұрған көп жылдық әрі қандық байланысты иеленген ана махаббатының қуаты өте күшті. Иә, қалыңдыққа өзінің сүйіспеншілігі мен ондай қуатты ана махаббатынан еңсеру өте-мөте қиын. Ата-анамен бірге бір шаңырақ астында тұрған кезде жағдай одан сайын күрделене түседі. Сондықтан жастарға, әсіресе әке-шешесінің бір-біріне сүйіспеншілігі болмаса, бақытты тұрмыс құра алмаса, өмірдің дербес өз беттерінше бастағандары жөн. Ана махаббатының тегеурінімен жас жұбайлардың сүйіспеншілік сезім оты тез сөніп қалуы мүмкін. Осы себеппен ажырасулар саны артып, талай тағдырдың тоз-тозы шықты. Валерий Комиссаревтың «Менің отбасым» атты телехабарында жас жігіт өзінің хикаясын айтып, аудиториядан ақыл-кеңес сұрады. Оның ұнатқан қызына үйленуін шешесі қаламаған. Егер сен соған үйленетін болсаң, мен әкеңнен ажырасамын деген. Ал жастар бір-бірін өте қатты сүйген. Ұлы бәрібір үйленген кезде әйел шынымен де күйеуімен ажырасып кетеді. Әкесі содан араққа салынып күйзеліске ұшырайды. Ал шешесі «Міне, не істегеніңді көр енді» деп баласын кінәлайды. Бір әйел маған әңгімесін айтып, менің қызым өз шешесінің етегіне оратылып, кіндігі байланып қалған жігітке тұрмысқа шығып еді. Әлгі енесі жас жұбайлардың тірлігіне ұдайы араласып отырады. Мен күйеу баламның шешесімен сөйлесіп, жастардың өз өмірлерін сүріп, тірліктерін жасауына кедергі келтірмеген жөн екенін айтып көріп едім, бірақ ол түсінбеді. Күйеу бала да онысында қалыпты жағдай санайды. Мұндай жағдайды мен не істей алуым керек дейді. Ал менің жауабым мынадай. Біріншіден, аталмыш оқиғада осы әйелдің өз бойында қызына арналған шамадан артық махаббат бар. Әйтпесе мұндай жағдайға кезікпес еді. Өмір ағымы адамның ішкі жан дүниесінің айнасы секілді. Сондықтан ол өзіне тек өзі сияқтыларды тартып тұрады. Мұны мойындап, алдымен өзі қызын жөніне жіберіп, оған шектеусіз дербестік беруге және әйелдік қасиетін көрсетуге көмектесу қажет. Қалай дейтін шығарсыз? Міне былай. Екіншіден, аналардың өздері әйелдік қасиетке мән берулері жөн. Жас жұбайларға мықтырақ үлгі болып, отбасындағы қарым-қатынастарды дамытудың ақиқи жолын көрсетулері керек. Өзіне өз жұбын құрап, жарасымды нығайтуға, өз бақытының барша қырын ашуға талпынуы тиіс. Сонда балалары да біртіндеп өзгере бастайды. Ал ана жақта басқа ана, қыздың енесі де жақсарып келе жатқанын көресіз. Балалар есейген сайын шешелері де егде тарта бастаған сайын аналық сүйіспеншілік сезімі азулы бола түседі. Осынау сүйіспеншілік астарында меншіктеу сезімі ұлғайып, агрессивті сипатқа иеленеді. Ал балалары оны айқын сезініп, аналарынан мүмкіндігінше алыс кетуге тырысады. Кикілжің өрши береді. Балаларын өздеріне байлап қою үшін, олардың аянышын ояту үшін ауырып сырқау көбейеді. Міне тағы бір тағдырдың талқысы. Бір әйел 4 ұлын, әсіресе кенжесін есі кете жақсы көреді. Олардың әйелдерімен, яғни келіндерімен бірге тұра алмады. Ұлдарының әрқайсысы 2 реттен үйленді. Ал кенжесі мүлдем бас құрай алмай араққа салынды. Ересек ұлдары шешесінің өз тірліктеріне кедергі келтіретініне көздері жетіп, одан іргесін аулақ сала бастады. Сол кезде әйел өзінің бар махаббатын немерелерімен жанынан әлі қарыс қадам ұзатпаған кенже ұлына арнады. Есейе келе немерелері енді әжесіне жолағысы келмеді. Ол бұлардың да дамып жетілуіне тұсау салды. Олардың бір-бір тұлға емес, әлі сәби көрді. Соқа басындай сопайып жалғыз қалған кейуана өз-өзіне қол салып өмірден өтті. Тура 1 жылдан соң кенже ұлы аяқ астынан көз жұмды. Анасы оны да өзімен бірге ала кетті.
Есейген шақта балалары безініп тастап кетпеуі үшін әр ата-ана сүйіспеншілігін алдымен өзіне, өздерінің жұбайлы қарым-қатынасына жұмсау керек. Ал қосағы жоқ болса, онда өз өмірін бас қосып жұбайлы қарым-қатынас орната алатындай етіп құрғаны жөн. Сонда ғана балалары бұрынғыдан бетер жақсарып, жан дүниесін жандандырып, күйдірмейтін, жаймашуақ сәулемен ғана жылытатын күнге ұмсынғандай үйіріле түседі. Өздерінің қосақтаса дамып жетілуіне, қарым-қатынастарын нығайтуға, назар аударуға, ата-аналарға балалары қызығып, солардай болуға талпынады. Психологтар мен медицина мамандарына психикалық инцест термині белгілі. Оны психикалық қан араластыру деп те атайды. Нақты жағдайда бұлай көрінеді. Ана баласына махаббатын еркекке арналар махаббатының орнын ауыстырғыш ретінде пайдаланады. Бұл ұлының еркектік қасиеттерінің ашылмай қалуына әкеліп соқтырады. Ол немесе инфантильді жігіт өмір сүруге, тындырымды тірлік істеуге қабілетсіз келеді. Отбасын құра алмайды. Құрған күнде де оны бақытқа кенелтуге шамасы жетпейді. Немесе агрессивті болады. Соның ішінде өзін өбектеп өсірген шешесіне жиі ашуланып ызаланады. Ашу басы өзін еркек ретінде сезіну әрі өмірін ойран қылған шешесіне бейсаналы түрде өшін алу үшін ішімдікке, есірткіге үйірсектейді. Егер де әйелдер еркекке қатысты махаббаттан ана махаббатын асыра пайдаланудың залалдығын екенін ұғынса, әрі оған жол бермесе, мына дүние басқаша болар еді. Ауру сырқау атаулы, маскүнемдік, соғыстар, балалар мен ересектердің өлім-жітімін едәуір азаяр еді. Кейбір халықтарда ана махаббаты әжептәуір асқақтата әспеттеледі. Осының өзі-ақ тұтас ұлтқа зардап шектіретін проблемалар туындатады. Міне зерттеулерге тұрарлық маңызды мәселелер керек болса. Ана махаббатын еңсеріп шыққан кезде бала өзінің табиғи қасиетін дамытып, сүйікті жарын табады және махаббатын жайып сала алатын. Ал шешесі өзінің аналық қарым-қатынасын әлі де өзгертпесе, ересек ұлының қасынан бір елі ұзатқысы келмесе, оның өмірінде проблемалар қайтадан пайда болуы мүмкін. Балаларының тұлға ретінде қалыптасуына кедергі жасай беретін әйелдерді өмірдің өзі жойып жібереді. Бұл әрқилы ауыр сырқаттар түрінде жиі көрінеді. Бірақ көбінесе дәрігерлер араша түсіп, әйелдің өмірін сақтап қалып жатады. Бірақ кеселдің түрлі себептерін жоя алмайды. Енді науқас шеше балаларының отбасына ауыртпалық жамап, өзіне көбірек көңіл бөлулерін талап етеді. Шамадан артық ана махаббаты басты себепкер болып табылатын әйел аурулар туралы да жеке кітап жазуға болар еді. Махаббат мейірімін балаларына үйіп төгуге, әйелдің еркекке сүйіспеншілігін селкеу түсіріп, жыныстық қатынасты жарасымдылығы бұзады. Ал мұның бәрі әйел организмдегі энергияның тоқырауы болып туындатып, кейбір ауру түрлерін қоздырады. Бұл жөнінде әлбетте мамандар жазған жөн. Осыған ақ аға буынның рухани оянғанның өздері үшін де, балалар мен немерелер үшін де өте маңызды екені көрініп тұр. Ал медицина мамандары Гиппократ антының тек қана адам тәніне емес, ең алдымен жанына, оның жан дүниесіне қатысты екенін түсіну қажет. Гиппократ философ, дәрігер, құдайға пара-пар деп бекер айтпаған. Ондай ойшыл дәрігер әйелдің де, оның балаларының да ауыр сырқатқа ұшырауының себебін түсініп, тығырықтан шығар сенімді жол табуларына жәрдемдесе алады. Кең таралған құбылыс ата-аналары бақиға озған балалардың өздерін кінәлау сезінуі. Ананы олай, мынаны былай істегенде олар әлі тірі жүрер ме еді? Қайтейін, мен олардың барынша мәпелей алмадым, соның кесірінен өмірден ерте кетті, тағы сол сияқты. Шын мәнінде мұндай кінәлік сезім өмір сүру қалыбына кері әсер тигізеді. Кінәлілік пен қорқыныш сезімі адам үшін ең зиянды қылықтар. Кінәлілік сезімі арқылы ата-аналар балаларының өмірінде ықпал етулерін жалғастыра береді де, олардың өз мүмкіндіктерін жүзеге асыруларына кедергі жасайды. Сол бір сәтте солай болуға тиіс нәрсенің бәрі өтіп кетті. Енді еш нәрсеге өкінудің қажеті жоқ. Баспаға автор келді. Табалдырықтан аттай бергенде байқаусыздан тайып құлап саусағын жарақаттап алды. Ол дәрігер әрі бәрін йодты дәкені алып жүреді екен. Жарасын тез таңып тастады. Біз шаруа жайын сөз етіп отырғанда маған жарақаттанып қалған саусақ жайы маза бермеді. Әңгімемізді аяқтаған бойда, қане енді сенің саусағымен айналысайық дедім. Оның айналысатын несі бар? Мен бәрін істеп қойдым деп
қабына қоймады. Ай дәрігерлер, ай шіркін, айтуға ғана оңай ғой, әйтпесе қабыну тап-таза зарарсыз жағдайда да болуы, ал тіпті кейде антисанитарлық ортада да түк болмай жазылып кетуі мүмкін екенін өзің білесің ғой. Осы жарақаттың себебін жоюымыз керек. Қандай себебі? Есіктің тұтқасын ауыстыру керек пе? Сен бір ақиқатты ұмытпа. Кездейсоқ ештеңе болмайды. Иә, мына жарақат та бірдеңенің белгісі, ал ол менің көз алдымда өткендіктен сол себепті түсінуіңе көмектесемін. Сол қолыңның саусағы жараланды демек, себебі ата-анаңа, бәрінен бұрын анаңа байланысты шығар. Мамам бірнеше жыл бұрын қайтты. Мен оны өте жақсы көрдім. Иә, мен оны қасыма алып бақпағаныма қатты өкінемін. Әлі де өмір сүрер ме еді сонда? Ал егер қолыңа алып баққаныңда, бұл қамқорлығың оған ең бастысы өзің мен отбасыңа жайлы боларына сенімдісің бе? Әрине, маған және оған жайлы болар еді ғой. Ол мені өте жақсы көрді. Жақсы көруден артық не керек адамға? Ет жақының елжірей сүйетін адамдарының бірге тұрғаны жаман болушы ма еді? Шынайы махаббат артықтық етпейді, ал енді өзімшіл сезім, өліп өшкен сүйіспеншілікке елігудің мүлдем болмағаны жақсы. Айтпақшы, анаңның әйеліңмен арақатынасын қалай еді? Онша болмады. Әйелім ақылды жан, барынша қас-қабағына қарап бақты, бірақ екеуінің арасында бәрібір жараспай-ақ қойды. Ал егер анаң сендермен бірге тұрғанда әйеліңе қалай боларын және екеуінің қарым-қатынастарын қалай қалыптастыратынын ойлап көрдің бе? Күмәнділік пен кінәлілік сезімін серпіп таста. Бәрі қалай болуға тиіс еді. Солай болды. Оның мына өмірден кетуі сол кезеңде сендер үшін ең оңтайлы жол еді. Өйткені оған сен нақты ешқандай жәрдем бере алмайтын едің. Тек тиісті рухани жай-күйге жетіп, көп мәселенің мәнісін ұғынғанда ғана шынайы көмек көрсетуге болатын еді. Анаңмен қарым-қатынасыңды айқын түсініп, кінәлік сезімнен арылу үшін саусақ оқиғасына тап келдің. Шындығында да кездейсоқ ештеңе жоқ. Ана махаббаты әлі талай проблемалар туындатары хақ. Бұл іргелі зерттеуге өзек болар тақырып. Қазір біз тек оның шағын бір бөлігін ғана қарастырамыз. Міне мысалы, әкеңнің өз балаларын жақтырмауының түп төркінінде әйелінің балаларға көбірек көңіл бөліп, бар сүйіспеншілігін арнайтыннан туындайтын қызғаныш жатады. Баланы неліктен жақтырмайтын еркектердің өзі түсінбейді. Әйелі де түсіне алмай күйеуіне ренжиді. Оның балаларға жеткілікті көңіл бөлмейтініне бетіне баса береді. Яғни ауру бастың ауыртпалығынан сау басқа апарып салады. Содан проблемалар шыр көбелек айнала жөнеледі. Көбінесе аналар алапат аналық сезімнің ырқымен балаға әбден байланып қалғандықтан сәбиінің мінез құлқын, оның дұрыс-бұрысын байыпты бағалай алмайды. Оған қатысты қияли көріністер құра бастайды. Асып төгілген аналық сезімнің ағынымен балалар шолжаң әрі ашушаң болады. Ал әке-шешесі олармен тілдескенде тығырыққа тіреліп, қарым-қатынастың қолайлы жолын таба алмай дағдарады да балалардың талап-тілегіне бейімделе кетеді. Немесе қысым көрсетіп, олардан өздерінікіндей күшті сезімнің қайтарымын талап ете бастайды. Асып төгілген аналық сезім баланың еркіндігіне нұқсан келтіріп, өзін-өзі танытуына кедергі болады. Ана өзінің дүниетанымын әкеліп таңады. Оның бала көзқарасын білуге зауқы шаппайды. Бұл оған қатаң бақылау орнатуынан байқалуы мүмкін. Жалпы мына өмірде баланың шешесіне ызаланып, долданғанын көргенде себебі олардың қарым-қатынасынан іздесе қателеспейміз. Бір бозбала кез келген сөзге жоқ деп жауап беретін. Тек маңызын түсінгеннен кейін ғана жөн-жосықты сөздің өзіне қинала құлақ асатын еді. Сөйтсе, шешесі бұл баланы есі кете қалап алып, есі кете жақсы көрген болып шықты. Ол жатырда жатқанда ана махаббатынан жапа шегіп, оның психикасына әу бастан ештеңені жақтырмау, қарсы шығу реакциясы сіңіп қалған. Ол өзіне көңіл бөлу мен қамқорлық жасаудан тойып біткен еді. Ақылдан өрбеген ана махаббатын да жиі кездестіруге болады. Шешесі баланы ғылым бойынша тәрбиелеуге кіріседі. Ол шешесінің педагогикалық қабілетін сынау полигонына айналады. Әйелдер баланың ең бастысы өздерін тәрбиелеу үшін берілгенін ұмытып кетеді. Балалар біздің кішкентай әрі кейде әлдеқайда данагөй ұстаздарымыз. Олар ата-аналары бақыттылау дәурен сүру үшін жаралған. Міне, балдырғандардан үйренетін нәрсе осы.
Сонда олар да әке-шешеден өзіне керек тәлімді алып, бақытқа кенеледі. Әке-шешенің балалары арқылы өздерінің орындалмаған армандарын жүзеге асыруға тырысатын жайттері жиі кездеседі. Әдетте мұның арты жақсылыққа апармайды. Маған бірде балалы әйел келіп, қызының ауруы асқынып, ешқандай ем қонбай қалғанын айтты. Ал себебі қарапайым еді. Әйел ісмерлікті өте жақсы көріп, өмір бойы сонымен айналысқысы келген, бірақ басқа кәсіппен шұғылданып жүр екен. Қызы бойжете бастаған шақта оны халық шығармашылығы мектебіне апара бастапты. Иә, бұл шығармашылық деген тамаша нәрсе-ау. Бірақ шығармашылықтың бұл түрі қызға емес, анасына ғана керек болған еді. Ал қыз ән салғысы келеді. Содан баланың жан дүниесіне зорлық жасалды. Басқа бір мысал келтірейін. Шешесіне мәнерлеп сырғанау алабөтен ұнады. Ол да қызын кішкентайынан мәнерлеп сырғанау секциясына берді. Титімдей қызды балабақшадан қала орталығындағы спорт сарайына сүйреледі. Қыздың емес, анасының қалауы басты шарт болды. Оған бұның керек еместігін ишаралығын талай белгі берді. Бірақ шешесі алған бетінен қайтпай қызды жаттығуға жетелей берді. Содан бір күні әйел мұз үстіне шығып кетіп, оңбай жығылды. Үстінде тоны мен бөркі болғанына қарамастан, құлаған кезде миы шайқалды. Сонда ғана қыздың бір жаттығу барысында бірнеше мәрте құлап, үсті басы көгала болып жүретіні миына жетті. Иә, енді қайтып қызын қыстамауға бекінді. Анасы өз өміріндегі мағынасыздықтан қашып құтылу үшін бар назарын балаға аударатын белгілі жайт. Ол оның бүкіл тілегін орындап, бабын табуға даяр тұратын қожайын мен құл немесе ниеттес ретінде қарым-қатынас орнатады. Бала анасының қыңыр қырсық қосымшасына, масылына айналады. Шешесінің де соған көңілі толғандай мәз-мейрам болады. Мұндай одақ аясында отбасындағы әкенің орны артық қажетсіз көрінеді. Ол да балаға ықпалын біржолата жоғалтып алмау үшін күресіп бағады да, ақырында арақ ішуге салына бастайды. Әлде отбасынан кетіп тынады. Психологиялық тұрғыдан бәрін әйелдің өзі бала дүниеге келгеннен бастап әзірлеп қойған, ал еркектің безіп кету соның салдары ғана. Әйелдер көбінесе бастан өткерген оқиғаның ақиқи себептерін мойындамай, ахуалды одан сайын ушықтырып, оңбаған, тастап кеткіш, тасбауыр деп күйеуіне кәрін төгеді де, баласымен бұрыннан беттер оқшауланып, өзінің әйелдік қасиетін жоғалтып алады. Отбасындағы құндылықтар жүйесінің бұзылуы кесірінен еркек қоғамда да бұрынғыдан күрделілеу жағдайға кезігеді. Бұл оның қызметтік мансабына кесірін тигізіп, әйелімен қарым-қатынасы шиеленісе түсуі мүмкін. Отбасындағы бірінші орыннан ысырылып тасталған еркектің қоғамдық ортада да еңсесі тіктелмейді. Ол көкке самғап өз дарынын ұштай алмайды. Тек жер бетінде жорғалап мүргіп таппайды. Оның отбасын материалдық жағынан қамтамасыз ету қиындап, бұл тізгінді де әйелі қолға алуы, тіпті оны отбасы кеңістігінен бір жолата тықсырып шығаруы мүмкін. Әсіресе әйелдің ерік-жігері мықты болса, мұндай жайт жиі орын алады. Балалардың бойында да әкені қор тұту құлқы пайда болады. Олардың еркекті қуаты бәсеңдеп, соған лайықты оқиғаны өзіне үйір тартады. Қыздың жанында оны барынша кемсітіп бағатын жігіт, ал жігіттің жанында бәлкім өзін етек басты еркек қылып қоятын әйел пайда болуы мүмкін. Сынықтан өзгенің бәрі жұғады демекші, балалардың проблемалары әке-шеше проблемаларынан өрбіп шығады. Сондықтан балаларына көмектескісі келетін ақылды ата-ана өздерінің арақатынастарын дұрыстауға жете мән берген жөн. Күйеуі отбасынан кетіп қалғаннан кейін әйел әдетте баласына бұрынғыдан бетер өбектеп, өзінің бүкіл энергиясын соған сарп етеді. Бұл жалғыздық үдерісін күшейтіп, баланың проблемаларын ұлғайта түседі. Анасы өзіне тұрақты көңіл аударып, қамқорлық жасауды талап етіп, баласының үнемі қасында жүргенін қалайды. Оның жеке басының тірлік тынысын қадағалап отыруға тырысады. Уақыт өткен сайын бұл өскелең қарқынмен өрбуі ықтимал. Шешесі баланы мейлінше өзіне матап, оның дербестігіне өз бетінше әрекет етуіне шектеу қоюға көшеді. Ол баланың өмірін сүре бастайды. Біз мектепке кеттік, біз мектеп бітірдік, біз күреске қатысып жүрміз, біз институтқа бардық, тағы сол сияқты. Сөйтіп бала қабілетін одан сайын төмендетіп, дамып жетілуіне бөгет жасайды. Шамадан артық аналық сезім ұлдың бойындағы еркектік бастауларды бұзып, қашса да құтыла алмас психикалық ауытқуларға душар етуі де мүмкін. Мәселен, гомосексуализмнің себептерінің бірі міне осы. Бала болмысындағы еркектік қасиетті тұншықтырып, әйелдік бастаулар қарқынды дами бастайды.
Тағы бір ауқымды тақырып әйел аналық сезімін соншалықты айқара ашқан шақта ана махаббаты кеңістігіне күйеуінің де кіргізіп жібереді. Ол тағы бір баласына айналады да, ал өзі оған тағы бір маматай болып шыға келеді. Әйелдер күйеу жөнінде баласы сияқты етіп айтуға ұялмайды. Олар осы арқылы өздерінің әйел болудан қалғандарын ұқпайды. Бұл көптеген проблеманы қоздыртады. Мысалы, әлде бір әйел оның бойына бала емес, еркекке тән сипатты көріп, ертіп алып кетеді. Шешесі мен қызының өзара әрекеттесу мәселесі бөлек қарастыруды қажет етеді. Әсіресе бойжеткен қыз өзінің жалғыз басты анасымен бірге тұрып жатқан жерде әжептәуір қиындықтар бас көтереді. Егер де еркек қыз шеше ықпалын еңсеріп өзінің әйелдік қасиетін аша алмаса және одан ірге ажыратуға шамасы жетпесе, онда анасы оның өмір жолын біржолата кесіп тастайды. Анасы қызының күш-қуатына сіміріп, күш-қуат тұрғысынан соның есебінен өмір сүруі мүмкін. Қызы дертке шалдығып шапшаң қартаяды, ал шешесі шалқып өмір сүре береді. Егер олар рухани даму жолына түспесе, шешесімен бірге тұрған қыздың шапшаң қартаятыны мәлім. Ол шешесі маңдайына жазулы мерзімнен де ұзақ өмір сүруі мүмкін. Қызы өзінің энергиясымен оның денсаулығына демеу болады. Яғни ол өзінің бақытын, өзінің несібесін құрбандыққа жалады. Міне осылай олар бір шатырдың астында пана тұтқан екі егде әйелге көп ұзамай екі мыжырайған кемпірге айналады. Олар бір-біріне ұқсап кетеді. Тіпті қайсысы шешесі, қайсысы қыз екенін ажырату қиынға соғады. Егер әйел өз өмірінің басты міндетінде сүйіспеншілік сыйлап, махаббат кеңістігін жасауды орындай алмаса, онда ең қымбат нәрсесі жастық шағынан көз жазып қалады. Қызына шамадан артық махаббатын арнаудан тағы бір мысал келтірейін. Әйел күйеусіз қалып өзінің жалғыз бірақ енді ересек қызының тірлігіне жөн-жосықсыз араласа беруін тоқтатпады. Еркектердің бәріне берер бағасы біреу еді. Бұл саған жар болып жарытпайды деген. Бірақ қызы тұрмысқа шықты да отбасын құруға, содан соң сақтап қалуға тырысты. Ақыр соңында күйеу екеуі мүмкіндігінше шешесінен алысқа, Камчаткаға кетуге шешім қабылдады. Айтпақшы, балалардың әке-шешеден алыс жаққа қоныс аударуының көп себептерінің бірі тап осы өбектеген қамқорлықтан қашу. Мен әйелі өте жігерлі, үстем мінезді бір отбасын білемін. Оның қол астында 2 баласы бар еді. Олар өмірлік жолдарын дербес таңдай алмағандықтан өз жас шамаларынан тым ересектеу көрінеді. Тек Америкаға кетіп, шешесімен байланысын бір жолы үзген ұлы ғана бақытты отбасын құра білді. Сондықтан арақашықтық та кейде араша бола алады. Камчаткаға күйеуімен кеткен Бикеш бақуатты отбасын құрып, балалардың дүниеге әкеліп өсіріп жатты. Сол кезде алыста қалған шешесі хабарласып, ауырып жүргенін және көп кешікпей өлетінін жеткізді. Қыз анасына ұшып жетіп, бағып-қағып қолына алды. Ал шешесі айлап жылдап өмір сүре берді. Қызы үйіне қайту үшін жолға жинала қалса, өлімші халге енеді. Қызы амалсыздан тағы да қасында қалады, шешесі қайтадан тіріледі. Қыз күтуші жалдап еді, шешесі: "Саған кім қымбат? Туған анаң ба, әлде күйеуің бе? Сен кеткен бойда мен жан тәсілім қыламын. Мені мынау осы күйімде тастап кетесің бе? Өзіңді өзің кешіресің бе? Мен әуелі өлейін, содан соң қалай қаласаң солай өмір сүре бер" деді. Содан әйел шешесінің қасында омалып отырғанда уақыт ақырын жылжи берді. Арада 10 жыл өте шықты. Анда-санда күйеуі келіп тұрады. Жол алыс, жер шалғай. Жиі келіп тұра алмайды. Ал әйелін шешімтал қадам жасап бір жағына шығуға көндіре алмады. Сонымен шешесі қайтыс болды да қызы оны жерлеген бойда Камчаткаға кетті. Ол басқа бір қазаға қайта ұшып келді. Тап сол күні күйеуі көз жұмды. Мен сол келіншекпен кездескен кезде көп кешікпей оның да бақиға аттанатынын бажайладым. Өйткені шешесі әлі өзінің өресінде жүргенін, мұны о дүниеде қасына шақырып жатқанын аңдадым. Шын мәнінде бұл соншалықты сирек кездесетін жайт емес тұғын. Адамдар болған оқиғалардың сабақтастырып, басынан өткен жайттердің себептері жөнінде жете ойланбайды. Ал мына пәниде кездейсоқ еш нәрсе жоқ. Балалары о дүниеге аттанғаннан кейін көп кешікпей әке-шешенің де ажал құшатындарының артында көбіне көп осы себеп ата-ананың балаларына етене байланып қалатын тұрады. Кейде қыздардың бойында кіп-кішкентай күннен алапат аналық сезім пайда болады. Егер оны тәрбиелеп тәлімдеу барысында арнаулы шараларды қолға алмаса, есейе келе әлгі қыз шешесін отбасынан алыстап шығады. Тіпті ажал құштыруы да әбден мүмкін. Өйткені 2 ана бір үйдің ішінде сыйыспайды. Бірақ қыз да отбасын құра алмайды. Ол үшін отбасы деген өзінің аға-інілері, апа-сіңлілері және әкесі ғана.
Мен осындай мысалдарды да білемін. Ондайлар біз ойлаған шамадан әлдеқайда көп толып жүр. Осы орайда да құтқарушы амал ананың өз жұбайына махаббатының тұрақты түрде өсе түсуі, өзінің әйелдік қасиетін айқара ашуы болмақ. Мынадай мысал арқылы ата-аналар мен балалардың өзара қарым-қатынасының тағы бір қырын қаузайық. Қыз институтты жақсы бітіріп, жұмыс жөнінде ұтымды ұсыныстар түсе бастады. Ол шешесімен бірге тұрды. Әлбетте шешесі оған материалдық жағынан жәрдемдесті. Біршама уақыт өткен соң қыздың жұмысында қиындықтар пайда болып, ақырында біржола шығарып жіберді. Шешесінің қайткенде де өз мүмкіндіктерін іске асуына кедергі келтіретін түйсігімен сезінген қыз басқа қалаға кетіп жақсы жұмыс тапты. Шешесі ширығып бұрынғыдан бетер көмегін үйіп төгуге кірісті. Шығыны көбейді ғой. Қыздың басын қайтадан қиындықтар торлап, тағы жұмыссыз қалды. Осы оқиғалардың бәрінің себебі балаларға дербес өз беттерінше өмір сүргенге шейін материалдық жағдайына көмектесуге болады. Ал одан әрі өздері еңбек етіп табыс тапсын деген қағиданы бұзушылықта жатыр еді. Мен жануарлардың бұл мәселеде адамдарға қарағанда ақылды қадам жасайтынын, өз төлдерін тек белгілі бір жасқа дейін ғана қоректендіретінін талай айтқан едім. Ал шамадан артық адами аналық сезімнің мүсіркеушіліктің кесірі батпан, кесапаты мол. Мынадай қарапайым шындықты еске ұстау керек. Егер ата-ана ересек балаға 100 теңге берсе, ол 1000 теңгені, яғни 10 есе, бәлкім 100 есе көп ақшаны жоғалтады. Еңбегімен таппайды. Шешесі баланы жалғыз тәрбиелейді. Бұл қазіргі кездегі кең таралған жағдай. Мұндай жағдаяттың басты себебі шамадан артық ана махаббаты болып шығады. Әйел өзінің табиғи қасиетінің энергиясын, аналық сезімін энергиясына аударады. Әйел ретінде солып қалады. Оның құндылықтар жүйесінде күйеуі бірінші орында тұрмайды. Сондықтан ол бұл кеңістікке жоламайды. Тіпті төбе көрсете қалғанның өзінде көп аялдамайды. Әйел де еркектердің ешқашан кідірмейтініне таң қалып, оларды тұрақсыз деп кінәлай жөнеледі. Мынау көпшілікке белгілі аксиома. Ажырасқан және жанжалдасқан отбасылар дегеніміз баланы тым асыра сүйіспеншілікке бөлеудің, отбасындағы құндылықтар жүйесін бұзылудың нәтижесі. Ал жанжалдасқан және ажырасқан отбасылар мына өмірге проблемалардың келесі бір будасын жіберіп, бала тұлғасын дамыту қалыбын бұрынғыдан бетер бұзады. Соның салдарынан өмір айдынына жарасымдылықтан ада балалар шығып, ата-анасының өнегесімен және солар сияқты өз тірліктерін жасай бастайды. Әйелдердің көбі, «Иә, мен күйеуімді сүйемін, ал ол бәрібір арағын ше береді» дейді. Ал мұндай сүйіспеншіліктің негізінде не жатыр? Иә, мұқият зер сала қарасақ, әлгі сүйіспеншіліктің күйеуін құрметтегендіктен емес, мүсіркегендіктен туындағанын көрер едік. Тағы да адами қарым-қатынастың соры мүсіркеушілікке қайта оралайық. Мүсіркеушілік ананың сезім энергиясымен қоректенеді, ал құрметтеу қалыбы әйел энергиясы ұлғайған сайын өсе береді. Әлсіздерді аяп мүсіркейді. Аналық қылығын көрсетсе, мүсіркей отырып әйел еркекті қорлайды. Оны көпе көріне өзінен төмен қояды. Ал содан соң оның өмірінде жол болмаған бетіне басып кінә артады. Нақ сондай мамаша әйелдерден мүсіркеймін, демек сүйемін оны деген сөз қалған. Мүсіркеушілік аяныш дегеніміз әйелде шамадан артық, шектен тыс аналық сезімнің бар жоғын білдіретін қарапайым әрі дәйекті нышан. Мәселенің күрделілігі мынада. Сырттай бәрі табиғи нәрсе сияқты көрінеді. Анасы баласын қамқорлайды, уайымдайды. Егер оған бірдеңе бола қалса, өзін қоярға жер таппай дегбірсізденеді. Ал басқаша қалай болу керек? Қамқорлық жасамауы, уайымдамауы керек пе сонда? Біріншіден, бәрі шамадан аспағаны абзал. Екіншіден, балалармен қарым-қатынастың барлығы мүсіркеушілік пен меншіктеу сезімінен ада болған жөн. Арақатынас оның дербес жан екенін және өз тәжірибесін бастан өткізуге келгенін, иә, ата-ананың міндеті олардың сол тәжірибені алуларына қажетті жағдай жасау, әрі мейлінше еркіндік беру екендігін түсінген жөн. Отбасылық қарым-қатынастарға жан-жақты әрі тереңдей үңілген кезде арақатынастың бүкіл қырына бойлау қажет. Небір қызық жайттерді көруге болады. Зерттеу нәтижелері көрсеткенде, егер отбасында ішінара болса да, құндылықтардың дұрыс жүйесі құрылса, онда осы үйелменді басқа отбасыларынан ерекшелеп тұратын жағымды нәрселер бой көрсетіп үлгереді. Мысалы, егер ерлі-зайыптың арасында алып ұшқан махаббат болмаса да, әйелі күйеуін тұқырта бермесе, балалардың көзінше ешқашанда онымен ұрысып керіспесе, құрмет тұтып отбасының басшысы ретінде сыйласа, балаларынан да сондай ілтипатты талап етсе,
онда тұрмыстық проблемалар күрт азайып, балалардың өміріне жарқын сәуле жүгіреді. Алайда мұндай тұрақтылық уақытша ғана. Ерте ме кеш пе жазмыш бәрібір ең басты нәрсені әйелдің еркекке махаббаты екенін, оны елеп ескермесе қиындыққа кез келетінін еске салады. Иә, шынында да солай. Міне, мысалы, құндылықтар жүйесінің бұзылуына әйелдің өзі азап шегеді. Бар күш-жүгерін жұмысқа сарқып, миына қан құйылады. Ал ерлі-зайыптылар арасында сүйіспеншілік болмағандықтан күйеуі ашық түрде ашына тауып алады. Балалардың бір қарағанда хал-ахуалы әзірше жақсы сияқты, бірақ олар бірсыпыра уақыттан кейін өздерінің отбасылық қарым-қатынастарын дамытуға күш-жүгерлерін жұмсай бастаған кезде соңдарынан әке-шешелерінің проблемалары қуып жететіндерін ұмытпаулары керек. Адамдар өмір дегеніміз мектеп, ал оның әрбір сәті әлдеқандай сабақ екенін ұмытып кетеді. Мектепті еске алсаңыздаршы, материалды жақсы меңгерсең, сол сабақты оп-оңай ойнақтап рахаттана өткізесің. Ал түк білмесең, онда әлгі сабақтан зәрен құтың қалмайды. Сұрақ қойса бір қызарып, бір бозарасың. Екілік баға түрінде азап шегесің. Өмірде де солай, тек әлдеқайда салмақтылау, бірақ енді ең негізгісіне өмір сүре білуге, отбасылық проблемалардың жете түсінуге ешкім арнайы үйретпейді. Және адамдар жұрт сияқты өмір сүреді де тек ат төбеліндей аз ғана бөлігі өздігінен оқып тоқу арқылы осы шырғалаң шеңберінен шығуға тырысады. Соңғы кезде бой көтерген тағы бір тақырыпқа тоқтала кетейін. Қазіргі әсіресе ірі қалаларда әйелдерді және жұбайларды бала босануға даярлайтын әрқилы мектептер көбейді. Бұларда психолог мамандар, дәрігерлер, рухани тәлімгерлер жұмыс істеп, бала туу барысында мейлінше табиғи түрде өту үшін қолдан келгенін жасайды. Баланы үй жағдайында да, су ішінде де босанады. Олардың ұраны саналы ата-ана болу. Осыны бәрі шынында да дені сау балалар тууға ықпал етеді. Сондықтан табиғи босануға ұмтылыс артып келеді. Мен мәселенің кейде осы мектептерде де кездесетін теріс жағын жөнінде айтқым келеді. Олар асыра сілтеп, ана болу, әке атану мен дені сау бала туу қамын басты мақсат етіп қояды. Әлдекім олар сол үшін дені сау баланы дүниеге келуіне көмектесу үшін жаралған ғой дейтін шығар. Бірақ сәбидің өмірге дүниеге келу сәтімен бітпейді. Енді тек басталады ғой. Оның одан әрі даму жайы мен тағдыры тек жайлы босану емес, сондай-ақ әке-шешесі арасындағы қарым-қатынасқа да байланысты ғой. Бұл мектептердегі оқып үйретудің бәрі еркек пен әйелдің бойындағы негізінен ата-ана болу сезімін дарытуға бағытталған. Әйелден ана, ал еркектен әке даярлайды. Мұның айқын көрінісін табатын соншалықты алғашқы жылдар әйелдер әйелдігін, ал ер адамдар еркектік қасиетін жоғалтқаннан байқауға болады. Олар ана мен әке, басқа ешкімде емес. Тағы құндылықтар жүйесі бұзылады. Өйткені көбінесе жас жұбайлар әлі нағыз еркек пен әйел болып үлгермейді. Оларға бәрінен бұрын өзін және бірін-бірін сүю білігі жетіспейді ғой. Жас ата-ананың құндылықтар жүйесін дұрыс түзіп, махаббат машығына үйренуіне, туысқандармен қарым-қатынас орнатуына, рухани құндылықтарды қастерлеп, соның нәтижесінде сау-саламат перзенттер тууына көмектесу қажет. Міне сонда балалардың басындағы проблемалар болмайтыны кәміл. Әйелдік қасиеттің әлсіреп, аналық сезімнің нығаюы, жыныстық қарым-қатынас тек бала туу үшін керек деген адасқақ пікірге алып келеді. Бұл түбірінен қате, шатасқан пікір. Мына дүниеде ауыр зардаптарға ұрындырады. Бала ана махаббатынан айырылатын жағдайлар жөнінде де бірауыз сөз айтқанымыз абзал. Мен бала отбасында сүйкімсіз болатын немесе анасы оны тастап кететін көптеген жайттерді зерттедім. Бір ғажабы бұған да көбінесе шамадан артық ана махаббаты себепші болады екен. Кейбір әйелдерді алапат аналық сезім буынап тұратындықтан жазмыштың өзі баланың жанын ондай жойқын зорлықтан құтқаруға және алуан амалдармен ана тәрбиесінен аулақтауға барынша тырысады екен. Отбасында 2 бала болатын, ал шешесі олардың біреуін аса жақсы көретін көптеген мысалдарды білемін. Және де сүйіктіден гөрі сүйкімді кемшіндеу баланың тағдыры тәуір болып шығады. Бір отбасындағы қыз кішкентай күннен өз бетімен жүреді. Әйтсе де дербес, белсенді тұлға болып өсті. Енді қазір нақ сол қыз әке-шешесіне көмек көрсетеді. Ал шешесі өбектеп баққан, үкілі үміт артқан ол енжар әрі ішімдікке үйір болып шықты. Бала ана қамқорлығынан айырылатын мұндай жағдайларда мәселеге тереңірек үңілген жөн. Ондай шешелерге ренжімеу және олардың кінәламау керек. Көбінесе мұның астарында бала жанына бейсаналы түрде бостандық беріп,
оның мейлінше толық ашылуына мүмкіндік туғызу мұраты жатады. Өз балаларының дамуына кедергі келтіріп, уысынан шығармауға тырысатын әйелдердің көбі өмірден біржола баз кешеді. Жазмыш деген асқан ақыл ғой, кейде ол бір ойлағаннан да дана болып шығады. Сондықтан ашуланбайық және айыптамайық, түсінуге талпынайық. Шындығында әр нәрсенің мәніне неғұрлым терең бойлаған сайын, жаратылыстың кемелдігі мен жарасымдылығын соғұрлым көбірек түсінеміз. Күйеу баласының өзіне неліктен өшігетінің себебін табу үшін маған бір әйел келді. Оның 2 ересек ұлы бар екен. Олар баяғыда, шынын айтқанда, екінші рет үйленген. Міне енді кенже қызы тұрмысқа шығыпты. Шешесі қызына қолынан келгеннің бәрін істеген, тіпті өзі тұратын кіреберістен пәтер сатып әперген. Ал күйеу баласы үйлену тойынан кейін енесін табалдырықтан аттатпай, енді бізге келуіңді доғар депті. Қызымен тек телефон арқылы тілдеседі екен. Содан әйел енді не істеуім керек деп сұрайды. Күйеу баланың құлқын өзгертуге бола ма? Бәлкім қызын мұндай басқыншыдан біржола құтқарған жөн шығар. Әңгіме өрбіте келе әйел үшін басты құндылық балалары екені және олардың тірлігіне басы бүтін араласып барынша көмектесуге тырысатыны түсінікті болды. Осының бәрі ұлдарының тағдыры еш оңбай ажырасуға алып келген. Ал мұны көзімен көрген күйеу бала енесінен келер қатерді түйсігімен сезінген шығар. Мәселені бірден төтесінен қойған. Ол дұрыс істеген еді. Жас жұбайлар үшін өздерінің өрісіне ешкімнің кірмегені, ішкі тірлігіне араласпағаны өте маңызды. Жас отбасының ішкі әлемін кедергісіз құру үшін бастапқы кезде өзіне тән карантин керек. Өйткені олар сол үшін бір-бірімен етене қарым-қатынас жасап, өздерін ашу қамымен бас құрады ғой. Мейлі, өз білгендерін істей берсін, сөйтіп олар қажетті тәжірибе жинақтайды ғой. Ал әке-шешелері егер осындай маңызды сәтте өз балаларына көмектескілері келсе, қолдан келгенінше бір-біріне жақын болуға тиіс. Жас отбасы ата-аналарға арналған мектеп. Бұл олардың бір-біріне қарым-қатынасының жаңа сатысы. Егер де жас жұбайлардың басына қиындық төне қалса, оның түп төркінін ата-ананың өз бойларынан іздеп табуы және жойып жіберу керек. Сонда балаларының басындағы проблема да жойылып кетеді. Міне балаларға шынайы сүйіспеншіліктің тура жолы осы. Аса қажеттілік болмаса, жас жұбайлар үйіне бара берудің қажеті жоқ. Бұл әрқашан жағымсыз әсер етеді. Ата-аналардың арасында біреуінен қаншама отбасы ойран болды, сан жетпейді. Ана болу сезімі балаларды тәрбиелеу мәселесімен тығыз байланысты. Жұрттың көбі тәрбиелеу қиындығына тап келеді. Мұнда да көбінесе шамадан артық ана махаббатының тамырын көруге болады. Баланы неғұрлым өбектеп жақсы көрген сайын соғұрлым оны тәрбиелеу қиындай түседі. Оның бойында өзімшілдік пен басқа жағымсыз қылықтар арта береді. Содан енді ықпал етудің басқа әдістерін қолдануға тура келеді. Біз бұрын айтқан «Сем дней» журналын парақтап, актер әйел Ольга Панизова мен оның ұлы туралы репортажды оқып отырғанда, кейіпкердің Никита мамасы жалғыз екенін түсінеді. Оның шешесінен басқа ешкімі жоқ. Менің ұлыма қатысты сезімді кәдуілгі ана махаббаты деп атауға болмайды. Менің өмірімде Никитадан маңызды ешкім де жоқ, ештеңе де жоқ деген сөздеріне көз тоқтатамыз. Мақала бастан аяқ ана мен бала махаббатына арналған. Шешесін де, ұлын да қандай тағдыр күтіп тұрғанын топшылау үшін ерекше көріпкелділік қасиетті иеленудің қажеті жоқ. Сірә анасы ұлын әдейі солай тәрбиелеген шығар. Дәлірегі оған болашақта өз қателігін түзету үшін көп күш-жігер жұмсауы тура келеді. Әйтпесе бұл әйелді күрделі проблемалар күтіп тұр алдында. Өйткені бұл жалқы емес. Әдеттегі жалпыға мәлім жағдай ғой. Содан күндердің бір күнінде мынадай жағдай қылаң береді. Шешесі қайырсыз баласын мұның істеген жақсылығын, өзін құрбандыққа шалғанын бағаламағаны үшін жазғырады. Мен саған өзімнің жастық шағымды қидым, сені жәтөнкөз етіп жаныңа жара салмау үшін күйеуге де шықпадым дейді. Ал ол, мен сенен жастық шағымды құрбан етудің сұрадым ба деп қыңыраяды. Осы мысал арқылы бала тәрбиесі жөнінде тағы бір қорытындыны түйуге болады. Балалар анасының жалғызбастылығын қалыпты жағдай деп санауға тиіс емес. Олардың ой санасына жалғызбастылық деген уақытша құбылыс екенін жеткізіп, олардың шешесі жалғыз жүрмеуін тілейтіндей күйге алып келу керек. Тағы еске саламын. Бала әке-шешенің махаббат кеңістігінде табиғи әрі жарасымды түрде дамиды. Ең үздік тәрбие жеке үлгі өнегемен беріледі. Ал сол кездегі оның бойында әрқилы измдер төбе көрсетеді. Бір ақылды әйелдің мен балаларды тәрбиелемеймін, мен олардың өсуіне көмектесемін деген бар еді. Керемет сөз. Балалардың төңірегінде махаббат пен даналықтың кеңістігін жасағанда,
олардың бойындағы жер бетіне ала келген тұма қасиеттері ашылады. Әрбір жан иесі азат және өзіндік тәжірибе жинақтау үшін жер бетіне өз мүмкіндіктерін арқалай келеді. Және де өзге жанды өзінің меншігі санап, оны басқа жазмыштан бөлектеп оқшаулауға, оған қоса зорлық көрсетуге ешкімнің құқығы жоқ. Мұны неліктен жақсы көруші ата-аналар жасайды? Кім оларға ерік берді? Құдай тағала мұндай қылыққа бармайды. Тәрбиелеп, тәлім берудің қастерлі қағидасы тәрбиеші, өзіңді тәрбиеле, сонда өзгелерді де тәрбиелей аласың дейді. Осы даналықты ата-аналар әрдайым есте сақтағандары абзал. Ең үздік тәрбие өнегеңді көрсету. Ардақты ата-аналар, қанекей өзімізді тәрбиелеумен айналысайық. Сонда соңдарыңа ерген, қатарларыңда жүрген балаларың да тәрбиелі болып өседі. Жұрттың көбі, балалар біздің кішкентай ұстаздарымыз деген сөз тіркесін естіп жүрген шығарсыз. Бірақ оны толық шамада түсінгендер некен саяқ. Ал енді балаларға тап осылай қарайтындар сірә табыла қоймас. Балалардың жаны нәзік әрі сезімтал келеді. Содан соң олар кішкентай айна сияқты біздің проблемаларымызды, балалық шақтағы проблемаларымызды көрсетіп тұрады. Оларға ренжиміз, өздерімізді сыйламайтындай көріп, тіпті жазалаймыз да. Әлгі айнаға үңіліп, өз проблемаларымызды көруге, оны жоюмен шұғылдануға зауқымыз жоқ. Белгілі бір ертегідегідей біз өзіміздің сұрықсыз кейпімізді көріп тұрған қол айнаны қиратып тастауға тырысамыз. Сәби шағынан бала анасына деген шынайы да терең махаббат сезімін бойға сіңіреді. Ана сөзінің барлық тілде салмағы бар. Бала да ана тарапынан қайырлар сүйіспеншілік сезімге құштар. Сондықтан анасынан келген нәрсенің бәрі оның жан дүниесін бойлап бір жола орнығады. Ананың аса күшті энергиялық ықпалы бар. Оның жай-күйі бірден балаға беріледі. Әйел заты осыны есте ұстап, әрдайым өзінің ойлары мен сезім ауынын қадағалап отыру керек. Әсіресе баланың әкесіне қатысты өкпе, реніш, ашу-ыза, қызғаныш, өшпенділік бала тәрбиесіне теріс әсерін тигізеді. Осынау төмен энергиялар ағыны баланың психикасына қатты ықпал етіп, ауыр бағдарламаларды жүктеп қояды. Бала ондай сөздерді құлағымен естімесе де, жағымсыз әсерлері жете береді. Ол төмен энергия бұлығына бой үйретіп алып, ашушаң, қиқар болады, обырлана бастайды. Одан әрі өмірде балаға едәуір жақын тұрып, байланып қалуына жан-жақты негіз иеленеді. Жауырды жаба тоқудың қажеті жоқ. Әкелердің бойында кейін қызғанышқа айналатын қызына сүйіспеншілік сезімі ұшыраса, ол кейін қыздың өз қосағын тауып отбасын құруына кедергі келтіреді. Бірақ тағы да қайталап айтамын, мұндай жағымсыз сезім әке мен шешенің арасында жеткілікті махаббат болмаған шақта пайда болады да, еркек өзіне жетіспейтін энергияны қызынан алады да, әрі оны қасына бір елі ұзатқысы келмейді. Бұл кітапта мен әдейі ана махаббатына мән беріп, ең алдымен әйелдің назарын осы проблемаға аударғым келеді. Олар балалармен тығыз байланысты. Еркектерден гөрі олардың ықпалы күштірек. Дегенмен ата-ананың балаға сүйіспеншілігін тұтастай алып қарастыруға болар еді. Бірақ тағы да қайталап айтамын, ең басты проблемалар алапат ана махаббатымен астасып жатыр. Ойымды қорытар тұста тамаша философ Абду-Рушиннің «Ақиқат аясында» атты еңбегінен үзінді келтірейін. Жер бетіндегі әйелдік қасиет атаулыны әйелдің негізгі міндеті ана болу деген сандырақ ұғымның зілмауыр салмағы езіп жаншып келеді. Күйеуге шықпай қалған қыздарға, нақ солай некеде бала таба алмаған келіншектерге де жұрттың көбі жалған жанашырлықпен, кейде тіпті көзден таса табалаушылықпен қарайды. Кәрі қыз сөзі көбінесе жымысқы мысқылмен айтылады. Сол арқылы әйел үшін неке қидыру ең асқақ мақсат екенін, тіпті оның табиғи тағдыры екенін мегзейді. Әйелдің табиғи тағдыры одан әлдеқайда жоғары, рухта жатыр. Адами әйелдік қасиет ана болуға басты мақсатты іздеуге тиіс деген ой арқылы әйелдік бастаудың қадірін қашырып, абыройын кетіреміз. Өйткені сол арқылы ол төмендетіліп, болмысқа байланып қалады. Ана болу әлбетте қасиетті құбылыс, оның айдары да, абыройы да бар. Ол ана махаббаты. Бірақ аналық сезім тек сіздің пәнилік тәніңіз үшін ғана бар болады, сонымен бітеді.
Алайда өзі әу бастан өзінің әйелдік қасиетін ақиқи айқын сезіне алса, әйел рухани тұрғынан да ең мәртебелі орынға иеленеді. Жер бетіндегі әйелдік болмыстың мәртебелі міндет жарық дүние энергиясының тұрақты ағынын қамтамасыз ете отырып, өзінің айналасын ізгілендіру. Өйткені мұнда тек алабөтен сезімталдығының арқасында әйелдің қасиеті ғана дәнекер бола алады деп жазады ол. Бірде мен кішкентай қыздың шешесіне жабысып алып, сен менің құдайымсың дегенін естідім. Сөзінің жаны бар. Бала жаратушы ата-анасы расында құдайдай сыйынады. Бәрі махаббаттан ұрықтанады ғой. Мейлі тіпті махаббаттың бір көрінісіндей құмарлық болса да, бір асыл сезім емес пе? Әйтеуір махаббатсыз бала туылмайды. Ата-ананың сүйіспеншілігі неғұрлым сапалы болса, оның жемісі де соғұрлым сапалылау шығады. Баланың одан арғы өмірі де жоғары сапалы болу үшін ата-аналары одан әрі де бір-біріне бұрынғыдан беттер сүйіспеншілікпен қарау керек. Ал балаға есейіп естияр болуына орай көбірек достық пейіл керек. Үйлесімді адам осылай қалыптасады. Әйтпесе оқиға осы тарауға бастау болған мақалдағыдай өрбиді. Енді менің ойымша бұл тақырыптың бүкіл қыры мен сыры нақты проблемаларының себептері мен салдары бейнеленген. Ананың көңілі балада, баланың көңілі далада дейді. Құрметті оқырман, біз аналық сезім мен махаббат бөлімінің де соңына келдік. Келесі тарау психикалық босану. Жалғасын келесі видеодан күтіңіз.